Ассалаумағалейкум, құрметті Найзаның, құрметті Важакстай, Арланың тұрақты көрермендері. Бірауыз халықтан кешірім сұрағым келеді. Бұл бір подкаст түсіріп, одан кейін жоқ өткен болатмын. Өзімнің шаруаларыммен ала бұйыртса осы подкастты жалғастыруға бүгін міне келіп отырмыз. Бүгін бізде қонақта Дәулет және Бекжан лақабаты Аю бауырларым келіп отыр. Және де менің көмекшім Жігер, лақабаты айнадан көресің. Қош келдіңдер бауырлар. Жалпы жағдайларыңыз қалай? Ассалаумағалейкум, қош көрдік. Осылай өзіңнің бағдарламаға шақырғаныңа қуаныштымыз. Жұманның передача істегеніңізде сразу я дедік қой. Ойланбай. Тренировканы отказ бердік. Иә. Білдім ғой мен. Бұл бауырларым келеді міндетті түрде деп. Аю, сен жағдайың қалай бауырым? Аю деп айтып берсем болады же? Болады. Шыққаннан кейін ұрысып тағындай. Ондай жоқ па? Қорқып отырмын сон бауырым. Жағдайыңыз қалай? Жақсы жалпы. Жақсы. Қайдан келесіз? Рухтан келеді. Рухтан келеді. Машалла, әдемі. Ала бұйыртса, екеуіңізде де Найзада жекпе-жек. Дайындықтарыңыз, Дәулет? Дайындық қазір өте тамаша десе де болады. 2 уақыт дайындалып жатырмыз. Мен бұға дейін бұндай дайындықпен шықпағам, шынымды айтсам. Осы жолы әр жекпе-жек сайын байқасаңыздар, қарсыластарым да мықты болып жатыр. Сол үшін өзім де мықты болуым керек. Осы жолы қарсыласым Ушу мастер деген лақабатымен танылған жігіт екен. Өте тамаша жекпе-жек көрсетеміз деген ойдамыз. Сол үшін енді өзіміздің Қазақстанда болғаннан кейін ол жерден де дұрыстап төбелесу керек. Сондықтан тынбай еңбек етіп жатырмыз. 100% жаңа дайындықпен шығамыз. Ушу мастер. Ушу мастер. Қай жақтың спортшысы? Россия. Ресей мемлекеті. Андрей деген жігіт қой. Мен қателеспесем, ол жігітті білуім керек. Хардкорда төбелескен жігіттер. Иә, хардкорда төбелескен екен. Негізі бірақ бастапқыда сенің қарсыласың басқа біреу болған. Негізі ана біздің семейде ма бір қазақ жігіт тұтып алды ғой, Индиядан келген. Овайс па? Сол жігітпен болған болатын. Что-то ол отказ берді. Негізі басында келіскен болатын. 10 күннен кейін отказ берді, типа шықпаймын анау мынау деп. Қай салмақта? Жігітті де түсінуге болады. Қорқып тұр ғой. Қорқып тұр ма? Сізден көбісі қорқады ғой. Қаратты. Сіз оны білдіре бермейсіз тек. Маған тағы бір сұрақ туындады, көзге не болған? Көзге сол жаңағы айтып отырмын ғой, 2 уақыт дайындық, кішкене спаррингтарды көбейтіп жатырмыз. Бұл көшеде емес, спатишке ешкім ұрған жоқ. Чисто тренировкада болды ғой. Спатишкаға ораламыз кейін. Соққы жіберіп алдым ба? Иә, жақсанды. Менде, в общем, әдемі қазір спарринг, мощный спаррингтар болды ғой. Жо, енді жаңа айтып жатсың ғой, мұндай формада болмағам деп. Ол форманы қайдан алдыңыз? Зеленый базарда ана Жан деген тәте бар. Сол жерге барасыз. Дәулеттің артынан барсаңыздар 10% кеттік. Иә, жақсы. Қалжың әрине. Енді өзің дайындығын қанша бағалайсың? Дайындығымды енді 10-нан 10 демей қойын, бір 9 болады негізінде. Сізден не күтеміз жекпе-жек барысында? Жекпе-жек барысында тамаша халықтың бір ой мына бір тамаша жекпе-жек болды деп айтатындай бір көңілге қалдырғым келіп тұр. Әдемі, керемет. Рахмет бауырым. Жаңа қарсыласым көруім бойынша, естуім бойынша енді стойкіден жақсы екен. Аяқ қолы тоже. Стойкіден істеуге де тырысамыз. Өзімнің ашыла алмай жатқан қырларымды көрсетуге тырысамын ғой. Алдыңғы бойларда ашылмаған. Ашылмаған. Ол қандай қырлар болып отыр енді? Ол енді сол бойда көресіздер ғой. Бойда ма? Иә, қазір айтсам естіп. Қарсыласың жайлы не айта аласыз? Бұрын жекпе-жектерін көріп пең? Бапкеріміз екеуміз ақырын көрдік, бір енді по-любому қарайсың ғой. Жақсы. Мен өзіме де бір жақсы бір сынақ болайын деп тұр ғой. Осында жекпе-жекпен қарсыласпен шығып, жекпе-жекке шығу деген өзіме де негізі бір шетінен жақсы болып тұр. Иә, бапкер демекші, біз Дәулетті білеміз, кезінде Әлем Файтерс клубынан шыққан жауынгерлердің бірі болатын. Қазіргі таңда бапкерің кім? Иә, білесіздер, өзіміздің кезінде Әлем Файтерс Ардақ Назаров ағамыздың залында дайындалған болатын. Ол жерде бапкерім Бейбіт Назаров. Қазіргі таңда да сол Әлем Файтерсте істеймін, жекпе-жек барысында да Бейбіт Назаров ағам әлі күнге дейін. Біз тұрақтылық қой бізде негізінде. Ағаймен ақылдасам жаңағы. Бұйырса жекпе-жекке сол кісімен бірге шығасыз. Иә, сол кісімен бұйырса. Иә, ол қазақ тарихында өзінің
есімдерін алтын әріппен жазып кеткен ағаларымыздың бірі ол Ардақпен және Бейбіт ағаларымыз. Нұртай ағаймен де тоже Нұртай ағалар бар. бірге дайындалып жатыр. Стойкон Соксте дайындап жатырмын. Иә, керемет бауырым. Жекпе-жекке ең басты сәттілік, ең басты жарақатсыз. Қазақ халқына өзің айтқандай керемет жекпе-жек сыйлауға тілектеспіз. Рахмет. Ал Бекжан, ағайы бауырым, сіздің жекпе-жекке деген дайындықтарыңыз қалай отыр? Жекпе-жек біз екі мезгіл емес, бір мезгіл. Тәулет сияқты екі мезгіл емес, бір мезгіл. Екі мезгілге денсаулық жетпей жатыр ма? Иә, дайындықтарың айта кетсең бауырым, қай клубта, кімдермен? Асхат Уәлиханов сода істедім. Асхат Уәлиханов. Тресмерк бар ғой? Иә. Сол жақта. Бауырымыз танимыз ғой, білеміз. Иә, сол жақта істедім. Өте керемет. Ол кісі қазір ММА-ға ауысып кеткен ба? Жоқ, мен бұрадан кулачкадан шығамын ғой. Кулачкадан ба? Найзада кулачкадан. Міне, мен өзім қазір естіп отырмын, немесе көп халық білмейді ол нәрсені. Мен сен алдыңғы жекпе-жекте ММА-дан шығады деп ойлап отырмын ғой. Көбісі негізі ММА-дан шығады деп ойлап отырмын сол. Мен ойлап қоямын, Асхат бауырым ММА тренер өтіп кеткен ба деп. Кейін мен бірақ найзадағы емес, мен қатты күш салып 9-шы не ғой, майға. 9 мамыр. Найзада. Екеуміз бір гартта бүйірсіз. Наматта. Наматта бір гартта екеуміз. Соған өте қатты күш салып. Қазір мына жекпе-жекке қатты күш салып жоқсың ба сен? Бұл жекпе-жекке ондай күш салып жоқпыз. Сол тренировка істеп жатырмын ғой. Бірақ настройдың бәрі 9 болып тұр. Ана жақта да. Поезд алу керек, қайтсек та жүр. Иә, настрой бұл жекпе-жекке? Жоқ, өте жақсы настрой негізі. Ақа өте мықты, керемет настрой. Қарсылас. Ауыр болмай ма? Екі жекпе-жек сразу. Біріншісін тез бітіру керек болып тұр. Уақыт жоқ деп тұр ғой. Біріншісін тез бітіру керек. Мықты. Екіншісін 5 раунд алған бұрадан. 5 раунд бірінші рет көреміз ғой. Иә, ол қарсыласың білем. 3 минуттан болып кетті. 3 минуттан болып кетті ме? Келісіп алдыңдар ма солай? Сендерде де бұрадан 3 минуттан болды. Бәріміз сонда кетті мынау. Оны айтқан жоқ қой бізге. 3 минуттан. Мұхамеджанмен сөйлесу керек болып тұр. Жоқ, ол жақсы нәрсе негізі, мен өзім құптаймын. Ол есіңде ма? Конференцияда қозғалды ғана жекпе-жек. Бірақ ол да дұрыс болып қалды да, толығымен жауынгерлер біз өзіміз көрсете аламыз. 2 минут ол жетпей қалып жатыр, сөзінше керек тез болып қалып жатыр. Сол секілді Наматта жаңа раунд енді 2 минуттан емес, жаңа Аю бауырым айту бойынша енді 3 минуттан болатын болып та. Ол өзгерістері жақын арада осы Мұхамеджан бауырымыз айтатын болар бәрімізге. Енді найзада қарсыласыңа келетін болсақ, сен оның жекпе-жектерін қарадың ба? Жоқ, қарамадым әлі. Кім екенін білесің ба? Білмеймін, бұрадан. Кіммен шығасың? Орыспен шығамын. Орыспен шығамын дейді. Қараған жоқсың. Қызық емес. Оңақай солақай. Алишер оңақай дедікші. Алишер ма? Алишер қазіргі таңда сенің жаттығуыңа араласып тұра ма? Араласып тұрады, жаттығуыма. Бірақ қазір көбінесе менде Асхат қой. Асхат бұрatan. Сол рух залында ма? Жоқ, рухта емес, тресмеркеде. Жоқ, сен өзің рух залында дайындалып жүрсің ба, әлде сол тресмеркеде барамын. Сол жақта істеп жатырмын. Иә, рух естеріне сала кетейік, негізі Аю бауырым рухта дайындалады. Негізі тренер болып жұмыс істейсің сонда. Иә, оны естіп көріп жатырмын историyaдан қазір. Ол жерде жаттықтырушы жұмыс істейді, Алишер екеуі бірге. Бірақ негізгі сенің тренерің Алишер. Алишер менеджер. Менеджер ма? Ал тренер жалпы? Асхат. Асхат, иә? Бұрыннан бері Асхатта келесің? Жоқ. Мен Асхатқа ауысқаныма мен бұрадан бұрында вообще тренер істемей шығатынмын ғой бұрадан. Жай шыға саласың. Ұсынады, кете саласың. Қазір таза дайындалып отырмын ғой. Сол сен төбелес жүріп, параллельно курьер болып жұмыс істедің. Сонда қалай саған кім шығады жекпе-жексін? Алишер. Алишердің өзі. Ең бірінші бой барған Чечен бакым еді. Қай жерде болды? Рухта. Рухта болды, иә? Сонымен ең бірінші. Содан бері сені халық тани бастады. Сол жекпе-жектен кейін. Тани бастады. Бірінші не ғой, Аллах қой, кейін Еркебұлан қатты танып жүрді. Еркебұлан бауырымыз. Өте қатты танып жүрді. Еркебұлан, айта кетейік, Еркебұлан бауырымыз көп жігіттерге негізі себепші болып жатыр. Бірінші Аллах қой, негізі бәріміз мойындаймыз, бірақ Еркебұлан да көп себеп дейді. Осы Аю бауырымыздың осылай дәрежеге жетуіне Аллахтың қалауымен иншалла. Қазір енді Найзада жігіттер айта кетейік, бұл ММА емес екен, кулачка. Аю бауырымыз өнер көрсетеді. Одан кейін Намат лигасына. Наматта. 2 жекпе-жек қатарынан. Бір апта ғой. Мысалы, мен алатын болсам, былтырғы жылы бір жылда 6 жекпе-жек өткізген екен мен. Мен өзім жеке басым. 6 жекпе-жек өткіздім. Сен енді жоспарың бойынша бір жылда қанша жекпе-жек өткіземін деген ниет бар? 10 жекпе-жек па?
Ол тарихта болмаған нәрсе ғой негізі. 10 жекпе-жек деген масқара енді. Бауырымызға сәттілік. Машина алдық енді үй алу керек қой. Машалла, Аллах берекесін берсін. Үй алайық та. Болды ғой, болды бауырым, Аллах берекесін берсін. Ол жасыратын түгі жоқ, бәріміздің жеп жүрген нанымыз ол спорттан. Сол спорттың арқасында біраз нәрсеге жетіп жатырмыз, Құдайға шүкір. Сол үшін маған да көбісі айтады, 35-ке келдің ғой, братан, демалса шал болдың ғой дейді. Үй берсең демаламын. Жоқ, сөйтіп айтады да маған. Бірақ мен айтамын да, мен өзім 35-ке ұқсатпаймын. Мен енді ашылып жатқан балалардың бірі сияқты өзім солай көремін. Жас көрінесің. Рахмет. Қыздар да сөйтіп айтады. Сосын мынандай нәрсе ғой, мысалы мен залға барған кезде, жігер қаншадасың қазір? Қазір 18-демін. Бізде 18-19 жасар балдар көп. Егер мен сол балдардан таяқ жеп жатсам деймін да, мен ойланамын деймін да, спорттық мансабымды тоқтатуға. Бірақ ондай мүмкіндік қазір беріп жатқан жоқпын мен сөздің шыны керек. Сол себепті мен өзім енді ашылып жатырмын. Енді мен өзімнің еңбегін бағаланып жатыр. Сол бағаланған сәтті мен қазір ұстап қалғым келіп тұр ғой. Құш ғой. Иә. Енді саған сұрақ, қанша жасқа дейін? Қазір қаншадасың? Мен мынандай ғой, қазір 29-да ғой. Бір чарждарда негізі енді 30-дан кейін басталды ғой негізі чарждарда ше. Бір общий бір 35 сын сол жасқа дейін ба деп жатырмын өзім. Деп жатсың. Аха, енді бір Құдай біледі. Бір Алла біледі. Аха. Травма болмаса, ең басты травма ғой сол. Травма болмаса болды. Ол мысалда спортсыз өміріңді елестете аласың ба? Братан, спортсыз мен 2016-да қойдым ба? 22-ке спортсыз жүрдім ба? 22-ке дейін. Аха. 6 жыл. Аха. Бытшыт болды ғой өмір. Шыны керек. Біз тек қана тренировка істейсің. Қолымыздан сол келеді да, төбелес келеді, басқа ештеңе келмейді шыны керек. Не дұрыстап оқымадық. Сол сияқты тек қана төбелес. Осымен кетпесің. Спортты қойдым, ал уақыт кеттім ғой конкретно. Спорт школады бітірдің? Жоқ, спорт школада оқыған жоқпын. Оқыған жоқсың. Мен неде баяғыда Артаев бар ғой, біздің Артаев. Артаевтың атындағы спорт зал бар. Сол жақта қатыстым, сол жақта істедім. Сол жақтан шықтым ғой. Не себеп болды? Мысалы, сен айтып отырсың, спорт тастадың да қойып алып кеттің. Спорт тастадым, бірақ мынандай ғой, короче. Айлық қой сол, қаражат жағы сол. Қысылдың. Сөйттім да, стройка істедік, анау істедік, мынау істедік. Бәрін көрдім. Мал бақтық қой. Жоқ, дұрыс қой, бір түрткі болады ғой адамға мысалы. Мен мектеп бітірдім, Алтын Орда базарына келдім де 6 жыл ташки дердім. Титаник деген ташкіміз болатын өзіміздің. Мен ең соңғы жұмысым санаторий Алатау бар. Сол жерде күзетші болып істеген, постта отырамын. Енді постқа келеді ғой, неше түрлі адам келеді. Ерексет, мен күзетшіні, ол сөздің шыны керек. Қазір айтайын, адам құрлы көрмейді ғой бізде. Шының ғой, сен күзетшісің ғой, сен орныңды біл, сен араласпайсың да ондай темаларға. Сосын мен анамен ерексем, мынамен ерексем, сол жерде бір Ғалымжан деген бір братан дейді, қазір тілмен сөйлей беремін, сол кісімен таныстым. Сол кісі мені көрді сыртымнан. Мен тренерім біткеннен кейін жұмысын таңертең тұрамын да, бүйтіп озераны айналып жүгіретінмін, соның бәрін көрді да. Бауырым, мен сен бір кісімен таныстырайын деді да осы. Ең алғашқы менің тренерім Сағатбек Мұсаханов. Оны бәрі біледі ғой. Ардақ пен Бейбіт ағаларымыздың тренерлері. Сол кісінің қолына апарған. Мен ол кезде Ардақ Бейбіт ағаларды мен ютубтан ғана көретінмін. Вот сөздің шыны керек. Мен ол ұйықтасам түсіме кірмеген нәрсе да. Сонымен Сейфуллина Шолохова спорт комплекс Абылайханға барам, Ардақ аға жүр. Бейбіт жүр, Жанқош тұрар жүр. Ойлашы бауырымда мен ютубтан көрген ағалар да мысалы. Көрем да, сол кезде ең бірінші маған келген Ардақ ағам маған қалай сипатын алып қалды ол кісі, адами қасиетті. Ол кез келген жігітке, кез келген адамға, ол кіші болсын, одан үлкен бол, әрқашан құрмет көрсетіп сіз деп сөйлейтін. Ойлашы. Мен сол кезде өз көзіммен көрдім ол кісілерді. Сөйтіп мен спортқа келуіме түрткі сол кісілер болды. Негізі. Енді сен айтып отырсың ғой жаңағы спортты тастадым, бірақ кейіннен қайта оралдым. Не түрткі болды саған? Қаражат қой, братан, сол қаражат жағынан. Мысалы, бізде мысалы Тараз арена, Тараздың шетіне тұрам. Ойға бару үшін мысалы күніне үшін. Проездін үйден де сұрай бергенде уже ұяласың ғой, ұят қойшы. Амал жоқ, айлыққа алып жүрдім 120 мың, айлықтан алып тастады. Болды ғой. Сонымен кетті. Содан кейін кеттік қой, артқа қарай кеттік қой. Иә. Бірақ мен бұндайды елестетпедім, бір адам, бірақ бейт кәдімгі дейді, нормально же. Дарлин. Будь чемпионом в бизнесе. Доверь рутину Дарлин. Жоқ, ол елестеткенде емес қой. Мен айтып отырмын да, мен
сол кісілерді қарап жүретінмін деп отырмын, түсіндің ба? Сол кісілер көрсем деген сияқты, бірақ жаңағыдай тіріде көргеннен кейін мен кішкене шоковое состояние болып қалдым. Ардаған өзге амандасып мен сөйлескеннен кейін оны ештеңе жасырмаймын, Ардаған өзі біледі. Сол сияқты ғой, мен түрткі болды да сол нәрсе. Сосын мен кейіннен ести бастадым, спорттан ақша табуға болады деп. Ол кезде білмеймін, мен енді біз төбелескен жылдары, Дәулет, сен білетін болсаң, Железный Орда деген проект болған. Подпольный бойлар болған. Мен Алматының бүкіл ночной клубына төбелесіп шыққан боламын, мысалы. 10 мың теңге, 20 мың теңге. Мына жерге бәріміз кіргізіп тастайды осында бір залға. Мысалы 10 пар ма, 20 баланы кіргізеді да, ол айтпайды, сен денеңе қарайды да, сен намен төбелесесің, болды, айтып кетіп қалады, болды. Амал жоқ, сен шығасың. Ол жерде салмаққа түсіріп, онда бізде официально болмаған. Мен содан бастаған жігіттердің бірімін да, мен өткен түсіндім, ол жерден ақша істеуге болады екен. Мен күніге үйге келем, күніге кешке келем, мамама ренжимін ғой. Мен ақымақтығым ғой енді ол. Маған қиын болды да, жұмыс аяқта күніге біреумен ерегісіп қалам, маған ұнамайды, мамаға айтам, мама мен кетемін мына жұмыстан. Енді өзіміз алтын бесте тұрамыз ол кезде. 2-ақ бөлме, бәріміз топырлап бір бөлмеде жатамыз, екінші бөлмесінде тамақ ішетінбіз. Маған сол нәрседен шаршадым да, шыны керек. Мен бір нәрсені жеткім келді, бір нәрсеге жеткім келді, сонымен мамаға айттым. Ең бірінші жекпе-жегімді мамам білмейтін мен төбелескенімді. Сонымен үйге келгенде ағаларым айтып қойып, мамам кішкене мен жаным шығара жаздаған. Айтпайсың ба деп. Мамамға айттым, мама маған жекпе-жекте ақша береді екен, осымен кетемін деп. Сөйтіп ең алғашқы мен өзімнің кәсіби жекпе-жегімді Найзада бастадым 2013 жылы. Дебют. Ол кезде Жалғас төбелесті дебютта, Сергей Мороз төбелесті, үшеуміз бір картта төбелескен болатынбыз. Бірақ мен ол жерде нокаутпен тұттым да. Сөйтіп алғаш алған 30 мың теңгемді анашым қолына бергем. Ол 2013 жылы. Сен ол кезде білесің ба, ол жарайды мен үшін 30 мың теңге ғой, бірақ анама берген кезде мен бір мойнымнан бір жүк түскендей болды да, түсіндің ба? Ол кезде біз қатты қиналдық, өмір сүрдік, бірақ Аллахқа шүкір етесің, тәубе етесің. Маған сол нәрсе себепкер болды ғой. Немесе мен басында Дәулет сияқты, мысалы, киноға түскім келген, Еркебұлан сияқты актер болғым келді, мысалы. Бірақ енді Аллах тағалам сен пешенеңе не дайындап қойған білмейсің да, бірақ мен сол нәрсеге дайын болдым, ешқашан өкінбеймін. Мен сол нәрсені сұрайын деген ғой, мысалы да, сен де армандадың ба, немесе болды ма, немесе былай Аллах тағалам саған бере салды ма деймін да. Бере салды сол. Иә, осыны алып кетесің, сен осымен жүресің деген сияқты. Осыны бере салды ғой үшін. Мен ойламадым, брат, мен курьер болып жүрдім ғой үшін. Вообще ойламадым. Бірақ сен ниетіңе қарай береді, ол бірақ енді көтере алмайтын нәрсені бермейді Аллах тағала иншалла. Сен бокстасың бірақ кезінде. Иә. Мастер спорта. 4 рет Қазақстан алдым. Чемпион Азия болдым. Жай бала емес. Енді анау көбісі айтып жатады, мысалы курьерларда жолда ондай бір келеңсіз жағдайлар болды ма сенде көбінесе? Ерегісіп қалу біреумен немесе төбелесіп қалу деген сияқты. Ондай қатты болған жоқ. Братан бір рет болды ондай. Бірақ сразу залға шақырасың, братан. Ол кезде. Молодец. Өз күшін білген адам сондай болады да, сабырға келіп, өйткені ана жерде ситуацияны түсініп тұрсың ғой сен қалай болатынын. Шамаң жетіп тұр, бірақ сен оны тәубесіне келтіру үшін залға шақырып жатсың. Мен де солай жасаймын бауырым, Аллах куә. Рахмет. Дәулет бауырым, сен қай спорттан бастадың негізі? Немесе көбісі біледі, сені ойлайды, актер мамандығын содан бастаған деп. Бірақ сенің мамандығың негізгі? Негізгі мен ауылда, өзіміздің Нарынқол ауданы, Көксай деген ауылда, Ардақ Назаровтың інісі Бейбіт Назаров деген ағамыз грек-рим күресінен берген болатын. Біздің ауылда күрес болмаған ғой негізі. Сол кісі келіп ашып үйірмені. Ауыл қай жер? Көксай деген ауыл. Көксай. Сол күрестен бастағанбыз грек-римнен. Сол грек-римнен бастап жақсы жетістіктерге жете бастадық. Одан еркін күреске ауыстық. Қазақстан чемпионаты 2-ші орын алдым кәдімгі күрестен. Сөйтіп жетістіктерге жетіп жүрдік. Содан 10-ші классқа дейін күресті тастамай жаңа қатты айналыстым. 11-ші класс басталған кезде білесіздер бізде жаңа ОБТ дейді ғой. Тест. Вот сол басталды. Сол кезде қызық басталды ғой. Енді мен енді мақсатым енді үлкен жоғары оқу орнына түсу, анашымды қуантсам деген тоже бізде де енді бір жағдайымыз қатты болған жоқ қой. Жаңағы ағам армияға кетіп қалған сол кезде. Бір андай қиын кездер болды. 11 оқып жүрмін, мен тренировка істеп жүрмін, ол кезде қосымша тоже. Бір күні мамам жаңағы үйге кішкене көзіне жас алып келіпті да. Анашым не болды десем, балам дейді да. Сен жанындағы оқып жүргендер жаңағы шет жаққа барып білім алып жатыр, жаңағы Алматыға барып білім алып жатыр. Жаңағы мен қаражатым жетпей тұр дейді да енді ше. Жаңағы енді ОБТ-ға енді жақсы дайындықпен керек қой, қосымша мұғалім алып жаңағы. Сол нәрсе маған жігер берді да, шынымды айтсамшы. Анам жаңағы қарап, содан спорт тастадым 11 оқығанда. Полный күресті ештеңе айналысқан жоқпын. Күндіз түні дайындалдым ғой ОБТ-ға.
кәдімгі тарихты оқимын, тестларын бәрін жаттаймын, чисто еңбекпен ғой. Есте сақтау қабілетім бәрі күшті болатын. Сонда дайындалып ОБТ-ға барған кезде сол аудан бойынша бірінші орын мен аламын ғой ОБТ-дан, тестіден. Сөйтем да грантқа түсемін ғой қалаға оқуға. Сөйтіп қалаға оқуға грантқа түсіп, стипендия грант алам. Сол стипендиям жартысын тренировкаға бөлем, жартысын өзіме керек заттарымды алып, сөйтіп ақырын өскен баламыз ғой бізде. Бізге де ешкім бүйтіп мә деп бере салған жоқ, чисто еңбекпен ғой сол. Сон қалаға келгеннен кейін не істеймін, бір жыл демалып қойдым. Күрестен уже 18-ге толғаннан кейін шыны керек қиын ғой уже жерде алу деген қиын. Соны ағаймен ақылдассам, давай онда сен кішкентай кезінде айтушы едің ғой маған жекпе-жек ұнайды, Ардақ ағаймен сөйлесіп берейін деп Бағлан аға айтты. Болды ағай, барайықшы сонда, сол залға барайыншы, мен арманым төбелескім келеді. Сол залға барып, Ардақ ағаны көріп, өзің айтқандай, өз Ардаға күтіп алып, мінекей бауырым кел дайындал. Егер еңбек етсең, сен еңбегіңді екі есе беретін болады. Еңбектен ниетіңді түзуле, осындай ақылын айтып, сол жерде дайындықты бастап, Аллаға шүкір, бір жылдың ішінде жақсы тренировка істеп, еңбек етіп, Россияда өткен әлем чемпионатында Елжан Алиасқар екеуміз барып, Елжан өзі бір алды, мен екінші орын алып қайтқан болатын. Панкратионнан, әлем чемпионатын екінші орын алған болатын. Бір жылдың ішінде результат. Сөйтіп қарап, деп жекпе-жек маған жағады екен деп, содан бастап айналысып кетті. Содан басталып кетті. Ал ол енді ол жарайды, кәсіби спортқа қалай келдің? Кәсіби спортқа сол жекпе-жекте төбелесіп жүрген кезде, любительскийда. Сонымен ол жерде 2015 жылдар мен жақсы формада болдым. 65 килограммда, 68 килограммда Қазақстан чемпионатын алып жүргеннен кейін мастер спорт орындадым. Боевой самбоға шықтым, рукопашныйға шықтым, жекпе-жектерге шықтым. Одан Қытайдан Kunlun Fight деген тұжырымдамаға ұсыныс келді. Мені типа андай енді не ретінде қаратты олар? Проспект ретінде ма? Иә. Сол жақтың бір мықты бір звездасымен қойды. Соглавный бойға. Қытайда төбелесті? Иә, төбелесіп соны ұтып алған болатын. Машалла. Екінші раундта қолына болевой істеп. Содан кейін ақын басталды ғой. Сон арада бір ай ма, 2 ай салмай жатып қайттан шақырды. Ол кезде енді мықты бір үлкен опытный жігітпен төбелесіп, жеңіп қалған болатын. Kunlun Fight ол кезіндегі мықты промоушнердің бірі болатын. Бізде қателеспесем, Қазбек чемпион болды. Одан кейін Бейбіт ағамыз чемпион болды жерде. Жоқ, көбісі білмейді ғой, промоушн қазір ұмытылып кетті ғой, сол үшін естерін салып жатқан ғой. Сол үшін жігіттер, спортшы жігіттер, дәулетке алдын ала выжить бастамас бұрын кішкене ойлану керек, тарихын зерттеу керек. Ол сендерге оңай жағладың жаңағы емес. Сол үшін міне қысқаша қалай келді спортқа, соның бәрін біліп алдық. Көбісі білмейді, көбісі дәулетті актер ретінде таниды. Сол жаңағы спорттың арқасы ғой, мен төбелесіп, әлем чемпионаты төбелесіп, телевизорге шығып, Ардағамен бірге таңғы бағдарламаларға барып, сөйтіп жүргеннен кейін Келінжанның кастингі басталады. Сол кезде спортшы жігіт іздеген ғой. Таза спортшы, характер, актер емес, сондай жігіт іздеген. Еркебұлан Дайыровқа Гүлнұр Мамасарипа деген кісі хабарласып, осындай актер жігіттер керек еді деген кезде бір-екі жігіттің суретін көрсеткен. Сол кезде менің суретімді қарап, мінезіме қарап, осы жігітті алайық деп, сол кезден бастап бағым жана бастады ғой. Келінжанның біріншісіне түстім. Түсінбейсің ғой, болды отсың, анда бірдеңені айтып қойды. Жаттатып қойды. Ақырын сезінбей жүрмін ғой, шыны керек. Сен кино шығады, бір кезде атады ғой кино. Барахолкада кейін жүрген дәулет кірамай қалады. Сен осы жерде жүресің ба деген сұрақтар кетеді ғойшы. Ақырын бейт, неғып жүрім деген сұрақ кетеді ғойшы. Несте жүр? Звезда ұстағын кеп барып, ақырын түскен, енді ауылда өскен деген звезда ұстай алмайсың ғой. Сөйтіп, Аллаға шүкір, халық көтеріп алды ғой. Ол Келінжан киносын бәріміз білеміз. Ол кезден бастап. Мен дәулет шыны керек, мен жасырмай, алдымда тұрған, мен сол кезден бастап тани бастадым да, кейіннен өңіле бастадым, спортшы екен. Оған дейін білмейтін мен сөзін шыны керек. Көбісі сол актер деп. Мен солай біліп отырдым да, бірақ кейіннен жас аласа біле бастадым ғой толығымен. Қалай екен киноға түскен, оңай ма әлде жекпе-жекке шыққан оңай ма? Екеуінде де өзінің қиыншылықтары бар, жақсы жақтары да бар. Жаңағы өзің айтқандай. Барам, кастингқа барам, Келінжан Ардағаны көріп, шок болып отырмын деп отырсың ғой. Мен ана жерге кірем, Дариға бады қып отырға.
Рүстем Жанаманов отыр, өзің қарашы, телевизорда күнде көріп жүрген. Нұргүл, Назар бәрі жүр ғой, бүкіл звезда телевизордан көріп жүрген. Амандасуға да звезда ғой біз үшін. Тірілдік қалдық қой былайша. Еще спорт үшін дұрыс сөйлей алмайсың. Сон Ернар деген режиссер келіп, ештеңе қылмайды, осындай спокойно деп айтып. Сон бірінші сезоннан бастап түсіп, уже ақырын үйренесің да, опытпен, тәжірибе арқылы жасап. Қазір шүкір 6 сезон, 5 сезон түсіріп жатырмыз уже. Профсың ғой? Почти, смело түседі. Ол жаққа да үйреніп алдым да. Кішкене мақалдатып жүретін бір еді? Мақал ол кейін шықты ғой. Кейіннен ба? Мақал кейін шықты. Сен ол кинода қандай есіммен? Асқар деген. Асқар деген есіммен. Сол Келінжан бірінші сезон жарды, содан кейін бастап маған уже киноларға ұсыныстар түсе бастады ғой. Одан кейін сразу Көкжал деген кино шықты. Ол да тоже жастардың арасында танымал кино болды. Біз Вандам көріп өссек, кішкентай балалар көкжалды көреді екен да, спортқа барады екен. Сол қуантты маған. Сол көкжалды көріп ағай біз спортқа барып жатырық, сөйтіп жатырық. Мен сол кездерде кішкене спорттан алшақтап кеттім да, кино саласында жүріп. Соны қараймын, мен давай дайындалып шығайын деп, ақырын уже есім жиып, ақырын спортқа қайттан орала бастадым. Осы. Жаңа айтып өттің ғой, жастар бізден көкжалды қарайды екен деп айтып отырсың ғой. Енді сенің өзіңнің ойыңда сенен жастар қандай үлгі алу керек? Ол дәл қазір сен жастар көп қарайды, оны мойындаймыз. Ол жастар сендер қандай үлгі беріп жатырмын деп ойлайсың, және қандай үлгі алу керек? Менің ойымша ерінбеу керек, еңбек ету керек, ең бірінші очередь еңбек қой. Сосын ниетіңді түзеулеу керек. Жаман нәрсе негізі істемеу керек, шыны керек. Бір нәрсе, жаман нәрсе істедің ба, ертең алдыңды жауып тұрады екен ол нәрсе. Соны мен жақсы түсіндім. Алдыңда бір жақсы бір мүмкіншілік болады. Егер сен бір жаманшылық істесең, сол мүмкіншілік жабылып қалады да. Сол үшін түзу жүру керек, жаман нәрселер қарамау керек. Қазір TikTok, Instagram, неше түрлі нәрселер шығады ғой. Бүйтіп қарап отырасың да 1 сағат уақытың кетіп қалады. Лучше 1 сағат тренировка істеп ал, турникқа тартылып ал, пайдалы нәрсеге жұмсаған дұрыс та. Сол үшін жастарға ең бірінші айтарым, әлеуметтік желіні кішкене дұрыс жағынан қолдану керек та, азайту керек сияқты. Практика жүзінде жұмыс істеу керек. Керемет, өте. Дәулет өзінің ойын айтып өтті, және де жастар содан үлгі алса екен деген біз де ойдамыз. Енді менде спортшы ретінде айтатын болсам, мысалда менде спортта біраз жыл болды жүргеніме. Мен көзім ашқалы бер деп айтсам болады, 6 сыныптан бастап қазақша күрестен бастадым. Мен әлі уақытқа дейін мысалы спорттамын. Менің арманым деп айтсам да болады да, менің карьерамда қарайтын бір спортшы болсын, немесе жас бір буын болса, менен бір бойымдағы бір жақсы бір қасиетті алса деген ойда менде. Мысалы, мен сол нәрсені алып, ары қарай өзіне дамытудан басқа арманым жоқ. Мен егер менің бір спортшы, енді бір 100 адам ішінде бір хотя бы 2-3 менен сондай үлгі алатын болса, мен үшін ол жеңіс деп ойлаймын да. Жақсы. Сондай нәрсе да, мысалы. Мен бір айта кетейін, сосын. Біз тренировка істетемін ғой, мен өзім тренермін ғой. Сол жерде біздің жанымызда нелер бар да, компьютерный клубтар бар да. Мысалы, біздің балалар таңертең сағат 9-да тренировка келеді, 11-ге дейін тренировка істейді. Сол кезде 4 бала, 8 бала келе жатыр, өзім көріп отырмын ғой. 4-еуі залға кіреді, 4-еуі компьютерный клубқа кіріп жатыр да. Мысалы, ана балалар өзін дамытып жатыр да. Ал аналар сол 2 сағаттың ішіне кіріп, өзін ауыры жеп жатыр да. Сондай нәрселер негізі көп та, балалар еліктеушілік отырады да, дұрыс бағыт ұстану керек қой. Еліктемеу керек жаман нәрсеге. Біздің де мысалы, мен 100% өзімді мықтымын деп айта алмаймын, күштімін деп айта алмаймын. Менің жақсы жақтарымды ғана алсын, жаман жақтарымды өткізіп жіберу керек қой. Біз де сөйтеміз ғой, мысалы, алдымызда мықты ағаларымыздың қарайсың, көресің, сол кісілерге еліктейсің Идеал ешкім жоқ қой. Идеал ешкім жоқ. Енді барынша біз де тырысамыз ғой, тұрыс жағымызды көрсетуге мысалы. Бірақ енді
Друзья, наша команда создает уникальный контент в рамках нашего промоушена. У нас происходит здесь интервью, снимаются подкасты, монтируется много-много видеоконтента. И видя, как многие из вас, которые посмотрели это видео, являются не подписчиками нашими, мы, конечно, хотим попросить вас, подпишитесь. Для вас это 5 секунд времени, даже можно сказать секунда. Но для нашей команды это очень большая награда от вас. Так что не жалейте комментариев, лайков и подписок. Ждем вас. Достар, біздің ұжымымыз бұл жерде енді түні күні ұйықтамай жұмысын жасап келатыр. Оның мен соны көре отырып сіздерден бір нәрсе сұрағымыз келеді. Мына видеоларды көре тұра сіздер көптеген көрсетілім бересіңдер, бірақ кейбірлерің жазылмай қаласыңдар және пікірлерің жазбай қаласыңдар. Сіздерден сұрайтынымыз, жазылыңыздар, мына қоңыраушаны басып қойыңыздар және де пікірлеріңізді жазып отырыңыздар. Біздер үшін ол өте керек нәрсе, сондықтан күтеміз. Әр пенде болғаннан кейін бәріміздің басымызда проблема болады да. Сол проблеманы сыртқа емес, іште қалдыру керек деп ойлаймын мен сөздің шыны керек. Енді аюға біз білмейтін аю қандай? Білмеймін өзі. Қалай білмейсің? Жоқ, қалай жағынан білмейтін. Түсінбей қалдық қой. Жандыр жүрген. Жоқ, біз сені аюды мысалы спортшы ретінде ғана білеміз, көрер ретінде ғана білеміз. аю қандай? Біз білмейтін аю қандай? Мына жерін кесіп тастаймыз. Біз білмейтін аю. Спорттан басқа. Тренерскийдан басқа. Тренерский таксист. Қазір такси маман. Әлі таксовать етесің. Таксовать етіп жүрген кезде танитындар бола ма? Мынау аю ғой, мынау суретке түссем бола ма аға деп, тегін апарып тастауға бола ма деп. Ондай жағдайлар бола ма негізі? Тегін апарып тастау деген ондай айтпапты, бірақ андай артығымен тастап кеткендер болды да. Күшті ғой? Артығымен тастап кетті. 2000 болса 5000 теңге тастап кетті. Сондай болды. Бір қызық жағдай есіме түсіп тұр да. Айтпа салайын, ұмытып қаламын. Айтшы. Енді біз арасын ақша болмай қалады ғой бізде деші. Содан машинамен кетіп баратам. Талғарға, қаладан, саяхаттан Талғарға түсейін десем, бензинім азайып қалыпты да. Қалтамда ақша жоқ, короче. Саяхаттан 4 адамды алам, кепкіні басып киіп алам, мен танымай қойса екен деген ғой, кішкене ұяласың ғой. Таксовать етіп жүрма деп. 4 адамды алам, кетіп баратам Талғарға. Бір тәтелер бар, отырып алды, короче. Отырыңыздар. Енді танымаса екен деп келатырмын ғой. Бүйтіп келатырмын, жарты жолға келген кезде бір кісі. Өй, сен актер емессің ба дейді ғой. Бензин бітейін деп келатыр. Ой, келінжан сүйіп көреміз ғой біз. Сен таксовать етесің ба дейді ғой маған. Жоқ, апай, сол сіздерді Алла разы болсын ала кетейін деген ғой. Жеттің бе деп. До конца соған. Аллаға шүкір, до конца жеткізді ғой, сол қызылмен. Талғарға дейін бардым ғой. Ана сіздер тегін апарып тастағансың. Сауап алып қайттың ба? Сауап алып қайттым. Мұнда жігер бауыр қырап өтір. Ал бар. Болмады ма деген ғой сен. Жаңа Келінжан дедіңіз, Көкжал дедіңіз. Мен өзім де негізі Көкжалдан келдім да МВ-ге. Сол адам мен отқан болсын дейді. Клиент келеді. Ұмытып қалдыңыз аға деп. Кешірсе менен 5000 теңге алдыңыз ғой деп. Мүмкіндігің бар, 5000 теңге қайтарып. Сол мен де негізі өзім 14 жасымда ғой деймін. Шатаспасам, сол Көкжалдан сіздің киноңызды көріп, енді ММА-ға қызығушылық ашылып, негізі басында сізге бардым келген, бірақ кішкене жол алыс болғаннан кейін басқа клубқа ауысып, басқа клубта істеп бастадым. Енді осының артын суытпай мен де бір өзім, сіз енді актерсіз, актерлығыңызды тексеріп, бір өзім ойлап тапқан ойыным бар еді, соны көрсетіп, ойнатып жіберсек. Актерлік шеберлігін тексере жүрек, бауырым. Мынаны жасыру керек. Дәрет алып кетпе? 2 жігітке, иә? Аха, родной. Дәрет алып кеттің? Ой, біз постоянно дәрет. Болды ғой. Короче, бірінші сұрақ жігіттер. Мен нетем? Кімге жұмаға бір ағаң қойып? Екеулеріңе. Екеумізге. Кейіпкер ғой, короче. Бір нәрсе. Может, сол киноның аты болуы мүмкін, может, кейіпкердің аты болуы мүмкін. Соны айтам, или Сәрекетпен көрсетеді сіздерге. Айтсам болады да, чуть-чуть да. Иә, бірақ. Короче, анандай. Өлмейді. Бейби деген сөзі бар. Не ол? Бейби? Иә. Жұма бір адам ба? Жұма бір адам ба? Бейби де кім айтады не? Братан, сен айтты ма? Жоқ ғой, осыдан кейін шығып кетті. Темір адам, короче. Постоянно жүреді. Хан атын айтып отыр ғой. Жалаңаш жүреді. Хан атын айтып отыр ғой. Хан ата ма? Жалаңаш жүреді иногда. Хан ата? Жоқ, ол не? Жалаңаш дейді родной. Менің профессияма қатысы бар, короче.
Актер ма? Киноға қатысы бар, короче. Жалаңаш жүректен қалай еді Тұрсын? Киноның аты ғой, короче. Терминатор емес па? Остановись, бейби деген бар. Бол, бейби деп айтпай тұрады, но басқа жайда да. Бейби демей ма не? Остановись, бейби дейді. Асталависта. Терминаторды оша сөйлетіп жүрді. Ана бүйтіп түсетін біле ма еді, тұр жалаңаш бүйтіп тұр. Сосын бүйтетін андай. Спа! О, айтып. Баста кетті. Давай, бауырым. Примерно түсініп қойдық бірақ біз. Короче, киноның аты тоже мықты жауынгерлер. Енді топы бұл. Спарта ма? Сол ұқсайды, бірақ бір нәрсесі бар. Гектар. Аяқ киім жоқ десе. Гектар ма? Аяқ киімдер жоқ, денелер мощный, шортимен жүреді да. Өздері бір 20 адам 100 әскерге қарсы жүреді ғой всегда. Легенда кино ғой, короче. 300 спартанец. Вот, базар. Кино жақсы көресің ғой. 300 спартанец, ойдан шығарылған батырлар ғой. 20 адам. Я бұл нәрселерін 20 адам. Сана үлгерген ғой. Короче, мынандай. Деген кино. Оны легенда, білесіңдер. Рокки. Ой, базар. Легенда кино деп. Ойланып көре алмай жатыр. Жоқ, көкжал демексің ғой. Көкжал нервно горит десе родной. Ол кинода жаңағы бүкіл ауыл азаматтары сүйіп көреді. Бүкіл. Иә. Айтып көрмей жатыр. Сүйіп көреді деген. Бәрі ойлап қалып жүрмесін, көріп алғанда көрген жоқпыз ойында. Мен андай нем мықты да. Дәулеттің несі актерский шеберлігі мықты болып тұр, бетіне көрініп тұр, бетіне шығып соңғы сұрақ. Әзілдің атасы десе де болады кезінде енді. Қазақша? Қазақша. Алдар көсе? База жоқ. Оны білем мен енді. Маған айтқан. Екеуміз ғана білеміз. Анау не мен құпия бірдеңелерім бар ма? Жаман суреттер бар шығар. Кинолар бітті. Кинолар бітті ма? Ойын жоқ па енді басқа? Сәлден кейін бола ма алдағы уақытта. Ас қойыңыздар. Енді жаңағы қайтып карьераң болатын болсақ, осы жекпе-жектен кейін. Бірақ сен бір инста парақшасында көрген кезде, енді ол нәрсе хит болып кетті, сөзін ішкендер UFC-дан кейін. БМФ деген белбеу. БМФ деген белбеу, сен сол белбеуді Найзада төбелескің келеді, кіммен? Мен алдында осы иранец жігітпен төбелескен кезде сондай идея болған. Неге осындай медиа-поисты жасамасқа деген. Негізі мен Қазақстанға соны бірінші рет айтқан мен негізі. Негізі, автор сен ғой. Иә, негізі соны одан бұрын ешкім айтпаған. Патентті балу керек сразу. Молодец, автор осы жігіт деген БМФ. Сосын мен айтқан болады негізі. Біле білсеңіздер, ақырын бүйтіп зерттесеңіздер. БМФ поезд деген кезде уже ақырын сондай естіле бастады ғой. Сол БМФ поездқа шыққым келеді. Мен медиа поезд деп сұрағам ғой. Медиа поезд, иә. Мен БМФ екен ғой, кейін біліп жатырмын. Best Media Fighter деген. Иә. Басқа нәрсе емес, Fighter деген. Соған алдында ұсыныстар айтқам, сол кезде тоже Найза лигасы жақсы жаңағы ұсынысымды қабылдап, неге жасамасқа деді ғой. Бірақ оны жасап қойды негізі, октагонда. Жасап қойды. Ұрлаған ғой негізі Нұридин аға ұрлап аласыздар. Ол кісілердің ойларында болған шығар, бірақ мен ең алғаш айтқан сияқтымын. Конечно, қалжың көрсін. Қалжың алады ма родной? Иә. Ренжік жоқ шығар онда. Жоқ. Соны маған БМФ поезға өзіміздің жаңағы көрші мемлекеттен жақсы аты да бар, Хумайын деген жігітті берген болатын негізінде. Сонымен стердаун жасаған болатынбыз, мен иә деген болатынмын. Что-то ол жігіт кейін кездер білмеймін, басқа лигаға ауысып кетті ма, или сомнение ұстап жүр ма? Сәл бар ма енді? Сәл, иә, что-то. Енді камера қарап айтып жіберсе соған. Енді ол жігіт менің ойымша уже шықпайды, железна ғой. Ол ма? Қазір Новидан ұсыныстар түсіп жатыр. Өздеріңіз кеше ғана көрсеңіздер, Перс Хейбати, жаңағы Перс деген лақап атымен танылған, сол жігіт мен шығам деп айтыпты. Маған айтқан екен да, ол осы жекпе-жекте мен шығуым керек еді деп. Мен Найза лигасын айтқан болатынмын. Мендегі съемка бар да, ол ондай БМФ поезға 5 минуттан 5 раунд дайындалу үшін жақсы дайындықпен керек. Әрине. Сол үшін кішкене раскрутка дейді ғой бір шетінен. Раскрутка жасап, кішкене жылдың соңына таман жасағым келеді ол жекпе-жекті ше. Сол БМФ поезды жылдың соңында аяқтап, әдемі жасағым келіп тұр. Енді ол ұсынысты кімге айтасың сен? Бұйырса уже Найза лигасы. Найза лигасы ақын-ақын қолға алып жатыр ғой. Нұрбек аға бұны көреді, бұны естиді. Дәулет бауырымыздың идеясын іске асырып жіберсек иншалла. Мен дайынмын негізінде.
дайым дейді, қазір десе қазір дейді Нұрбек аға. Так что қазір дәулет сөзін ұстабаңыз, ертең секіріп кетіп жүрмесін. Жолда да секірмейді. Білем бұл секірмейтін, бұл парашюттен ғана секіреді. А так ровный жігіт қой. Братан сіз 9-ы забитмен ба? Менікі ма бауырым? Негізі басында қойым керек осы. Жоқ анада не болып кетті сол бағанан рухқа барсам, жұман чу забитпен жүрген деп. Жылап жатыр ма? Соны ағыс жағын оқып. Соны айтамын да, бәрін айтамын, астына дейін оқысаңдаршы. Ануар мотиватормен қызық. Ануар. Негізі бұл ондай қызықпай болады деп ойламаймын мен. Ануар ма? Мен Ануар мотиваторға бір айтарым, айтқан енді. Айтшы. Ол жігіт андай жекпе-жек жасамайды да, бірақ бәріне вызып тастай береді да. О, мастер спорта ғой содан. Сондайдан мастер спорта. Мен де мысалы отырып алып, анаумен шығам, мынаумен шығам, анаумен шығам деп айта берсем, білемін, сиқым кетіп қалатын сияқты. Мен оған жаңа прозвище таптым, ол лақап аты. Шляпадан секіру деген. Ол дұрыс емес. Рекорд ма? 0-0-0 қорады маған деген. Мен осы жекпе-жекке шығатын жер мұхиттан кейін мен төбелесем деп. Бірақ енді заман сондай шығар, может, ол егер олай әркімге вызып тастамаса, Ануар мотиватор болып танылмас па еді? Сол үшін сондай. Сөзің аузында осы жерден бір сұрақ туындайды. Спортшыға медиа керек па? Спортшыға медиа керек негізінде. Өйткені сен медиа арқылы ақша жасайсың и жаңағы лигаға да көмектесесің, лиганың танылуына жаңағы. Сен төбелесіп жатсың, аренада 5 адам отырса, тоже обидно да. Ал сен танып, елдің бәрі жаңағы, дәулет төбелеседі екен, аю төбелеседі екен деп бір арена толып отырса, ол күшті ғой негізінде. Сол үшін медиа өзіңді дамытуың керек сияқты. Мен кино саласын тастамай қатар алып жүрген себебімнің бірі де сол. Біз жаңағы халық көбіне телевизордан көреді ғой бәрін. Сол үшін жаңағы көбісі жаңағы біліп айтып отыр ғой, сен негізі актер деп ойлағам, спортшы екенсің ғой депші. Сондай нәрселерге керек та негізінде. Ондай мен жекпе-жегіме жасаған сен арена почти. Сен білем ғой, сен жекпе-жегің апалар, аталар көп келе отырады. Аталар, апалар, плакат жазып. Жастар көп келеді, жаңа кішкентай балалары, яғни көкжал төбелесейін деп жатыр екен, живой көрейікші деген сияқты. Соны сен лақабатын қандай келдірдің? Көкжал болып кетті ғой содан кейін. Көкжал, Арлан екеуі төбелесе алады. Медиа өте қатты керек екен негізі братан. Көп керек, қатты керек екен. Сен сол тұрғыдан жұмыс жасап жатсың ба негізі? Или сол ұялып жүрсің бе камерада? Жоқ, анау қалайсыңдар достар дегеннен қақпап отырмын братан, ұялып отырмын, даже сұрамай жатырмын. Галереяң бәрі соған толып қалған шығар. Қашан салам. Негізі дұрыс, Негізі дұрыс деген медиа керек екен. Бірақ андай қуып кетіп емес, дұрыс жағынан. Дұрыс жағынан керек та. Шеңберден шығып кетпеу керек та. Аю несімен қызық негізі саған? Аю өзінің қарапайымдылығымен. Аю андай ғой. Қумайды да бұл. Четкий жаңағы. Көп сөйлемейді. Бірақ іспен дәлелдейді да. Іспен, Ал соны халық көтеріп алады да. Сол ғой. Аю мынандай жігіт көрер екен деп, мысалы, Еркебұлан бауырымыз мысалы раскрутка жасап, аю істейді, халық көтереді ғой. Раскруткасы күшті да, аюды кіші. Анда отырып алып, анау мынау демейді да. Сол жер ұнайды маған жақсы. Манты жеп шығып ем деп па. Қарапайым жігіт қой. Өзгермеді да, мысалы, бұрынғы аю қандай, қазіргі аю қандай. Қандай қазір? Адам танымайды десе. Қазір камераға ойнатып отыр. Қалжың ғой бауырым. Қалжың бәрі әрине. Вообще десе. Жаңа алған. Жаңа алып қазір. Енді аюды бәріміз білеміз, осыны қарапайым екен. Тек осымен халық жақсы көреді да сені. Мен емес, халық жақсы көреді сені. Соған да братан, отсаң да атылсаң да бәрі қошеметтеп не алып шүкір. Ал енді жекпе-жекті қыздыру, оған қалай қарайсыңдар? Раскрутка дейді ғой, айтқанда. Жалпы тіл бәріне жеткізу үшін. Мысалы, біз енді қазір Ануарбекті айтып жатсыңдар ғой, мысалы, сол тұрғыда түсініп отырсыңдар осында, дұрыс па? Бізде раскрутка дейді да, бізде раскрутка емес, бәрі шынайы. Біз енді ол қатты кетіп қалды маған сөйлеу. Мен өзім жеке ойымды айттым да. Енді ол менің бір туғаным емес та, мен туысқаным емес, Ануарбек немесе Мұхит Таманияқтағы мен туысқаным емес. Мұхитты мен өмірде бір-ақ рет көргенмін оны. Былай араласпаймын. Мен өз ойымды ғана тастадым. Өз ойым не үшін тастадым? Мен жекпе-жек көрсетіп, ол жерде мүмкіндік бойынша көп ақша шығару. Және қазіргі салып жатқан үйімді бітіру ғой сөздің ішінде керек. Бірақ анау артық кетті да. Оны көбісі ойлайды да, раскрутка жоқ, ондай емес. Бірақ арнайы келісіп алған раскрутка болады. Соған жеке көзқарастарың. Ол дұрыс па? Әлде дұрыс емес па? Мен өз ойым андай келісіп алған. Мен үшін жоқ. Андай
болмай қалатын сияқты бро. Мен ойымша ол дұрыс сияқты, өйткені жаңағы жеке раскрутка жасау деген ол қызық болады жаңағы бойға деген билеттердің өтуіне. Бірақ раскрутканы жаңағындай өзің айтып отырсың, жекеге өтпей, артық нәрсе айтпай, четкий бір вызыптар болады ғой, әдемі, сондай жағынан істесе болады. Спортивный интерес, давай екеуміз жасайық, мен сен осындай. Екінші, үшінші раундта құлатып кетем бауырым деген сияқты әдемі четкий жеткізу керек та. Ал отырып алып, сен мынандайсың, анандайсың, сен бүйткөсің десе, ол біз өсіп келе жатқан ұрпаққа не тәрбие береміз деген әңгіме ғой. Артымыздағы жастарда дұрыс нәрсе алу керек қой. Спорттық тұрғыдан ғана дейсің ғой. Жеке басқа көшпей, сенің ата-анаңа, өзіңе немесе жеке басыңа ол өте ауыр нәрсе да негізі. Ол керек емес, жекеге өтудің қажеті жоқ. Чисто спорттық тұрғыда ғана. Ондай өз көзімен көрдің бе ондай нәрсені? Мысалы, біреудің сен танысың болсын, таныс спортшың болсын, мысалы сондай нәрсені жасап отқан. Мысалы, көбісі біле бермейді, бірақ танымал болудың бір жолы негізі осы. Дұрыс па Дәулет? Осылай сен жекпе-жекке мысалы айналдыру арқылы сен халық біледі да. Мысалы екеуміз келеміз Дәулет, завершениеға. Тұрамыз да сен маған екеуміз фейс-то-фейс көз түйістіре тұрамыз да сен аласың мен итеріп жібересің, мысалы сөйлен дирекция басталады. Бірақ ол мен қарапайым халықтың да, мысалы сендер сияқты қарап отыр, маған қызық та, ертең Дәулет сол үшін жауап бере маған деген секілді. Осы үшін ұралама деген секілді. Сол тұрғыдан мен айтқым келеді да. Мысалы, живой, например, алдында Найзаның осы соңғы Иранецпен шығар кезде екеуміз ерегесіп тұрдық та, аны мен итеріп жүріп аяқпен тепті да. Яғни мен айттым, ертең көресің дедім да. Вот соны тиктокқа салған кезде, 2-3 миллион просмотр. Не болар екен, анау Дәулетке наезжса, давай ертең көрейік. Что-то опасный деп елдің бәрі қызығып келді да. Ал екеуміз сол жерде тұрып деп кетсек, қызық емес. Ертең сол 50 адам барса, 10 адам барар еді да, ондай болса. Интрига жоқ дейсің. Интрига жоқ. Сол арқылы ақша тауып отырық. Сол үшін керек сияқты жаңағыдай. Мысалы, раскрутканың көкесі Конор ғой. Конор. Вот четкий істейді да болшы. Негізі. Ал бізде кімді айта аласың? Танытқан сол ғой. UFC танытқан. Ал бізде кімді айта аласың? Ондай жігіттер бар ма? Қазақстандық ММА сферасында. Жұмабек деген ағамыз бар. Ол кім? Қазіргі таңда. Өте мықты боец. Өте мықты. Намат лигасында да 6-0 рекордпен келе жатыр. Четкий айтады. Сөздері де жаңағындай. Еркекше да. Еркекше андай. Лишний нәрселер жоқ. Спортивный интерес болмаса жаңа айтады. Егер қарсыласың ауырып қалса, мен шығуға дайынмын деген сияқты. Сон біреулері көп болады өзіне, кішкене. Оны дұрыс түсінбей қалуы мүмкін мысалы. Алдында Расулмен қандай сол Жұман ағамыз жаңа четкий сыйластықпен бой жасап берді. Сыйласып берді да рингта көрсетті өздерін. Вот нағыз бір топовый раскруткаларымыз Жұман деп айта аламын мен негізінде. Оны өзі біле ма? Жақсы жігіт. Оны өзі біле ма деймін да? Біледі ау. Молодец, базар жоқ. Еркек екен не болса да. Сосын раскрутканың тоже мықты, қазір ерке болған тоқтар ғой. Ерке болған топ қой. Нағыз, иә. Ерке болған бір аунап тұрған жер қазір. Ол ерке болған бас қатты жұмыс істейді оны ше. Риза болған. Сұраныста тұрған топ ерке болған ғой негізі. Иә, ерке болған. Біздің Қазақстанға қандай бір промоушн кіреді, бәрі ерке болған сұрайды. Дұрыс қой. Ол кез келген сферада қазір көш бастап келе жатқан жігіттердің бірі. Кинода болсын, спортта болсын, сөйлеу болсын, көріп жатырық қой қазір осы жақын арада шулатып жіберді ғой бүкіл Өзбекстан, бүкіл Қазақстан. Мысалы да, көздің шыны керек. Сол секілді ғой, ол молодец, онда тұратын ештеңе жоқ. Онда жігіттерге тек респект дейді ғой қазір айтқанда. Ерке болған арқылы көптеген боецтар танып жатыр да мысалы. Октагон мысалы алдында бой жасаған кезде қаншама адам жиналып барды мысалы. Соған дейінгі шығып жатқан боецтар танып жатыр мысалы. Кейбір жігіттер енді дұрыс түсінбей қалып жатыр, типа біз енді дұрыс емес қой депші, еңбек етіп жүр қой депші. Наоборот, оларға да жақсы ғой. Сондай боецтар шықса сендерді таниды деген сияқты. Дұрыс емес түсініп қалады да көбісі. Менің ойымша ондай нәрселер дұрыс. Жоқ. Ол сен жаңа айтып отқан көбісі түсінбей қалып жатыр деген, енді ол октагонды бүйтіп айтып отқан жоқ қой, немесе Найзан емес, бірақ одан басқа лигаларда айтып жатыр да, түсіндің ба? Жаңағыдай боғау жіберіп қоятын. Ондайлар, иә, конечно. Солар үшін мысалы осы спортшылардың несі түсіп жатыр деп ойлаймын да мен кішкене. Мерейі бар, несі? Абыройлар түсіп жатыр деймін. Ойлайды, ананы көріп алды да бүкіл спортшылар сондай екен дейді. Бірақ ондай нәрсені шатастырмаңдар, жігіттер. Ондай нәрсені шатастыруға болмайды, екі түрлі нәрсе ол.
оны жігіттердің өзі біледі, оны қалай ұйымдастырып жатыр, не істеп жатыр. Сол секілді вот нағыз спортшылармен ондай спортшыларды шатастыруға болмайды ешқашан. Дұрыс қой менікі Дәулет? Дұрыс. Ертең келіп жатса саған звондаймын ғой бауырым. Сөзіне зерігіп кетпеді брат. Қалжың айтамын енді. Алда жоспар кино? Алда осы жекпе-жектен алабасы өтіп алғаннан кейін Келінжанның хабар агенттігі жалғасын түсіруге ұсыныс тастаған екен. Келінжанға, иә? Сол жерде случайно бір орын жоқ па? Аю бауырымызға. Курьер болып бара Болуы мүмкін негізінде Аюға. Ұсыныстар болып жатса, кино түсіретін ағайындарға Аю есімді бізде бауырымыз бар, образға мүмкіндік беру керек осындай жігіттерге. Енді Дәулеттің жастарға насихатын айтып өтті жаңа. Аю, өзіңнің жастарға деген насихат. Жастарға брат сол ғой, тоже сол. Ішкіліктен темекі, чисто оқы, немесе спорт қой. Оқы болмаса спорт. Осы жерден әдемілеп жеткізу керек. Ертең дәл әдемілеп жеткізіп TikTokта хит боласың ба? Жоқ, TikTokта хит болғанда брат сол рас қой. Ішу қою керек. Болмау керек те онда вообще. Көп айтады екен. И темекі ғой сол. Ішімен қазір көбісі кальянайда отыр, ана көресіз ғой брат по-любому. Сол ғой. Ондай қою керек, одна раз каждыйында. Сонда қою керек. Ортаңды дұрыстау. Ортаны дұрыстау керек қой брат конкретно. Қазіргі қоғам дерті осы дейсің ғой. Негізі сосын бір сұрақ бар да саған, қызық. Сен кезінде салмағың қанша болды? Қай салмаққа бокстасың? 75-ке, иә? Не себеп осылай салмақ жинап алғың келді? Спорт қойдым братан, резко кетті. Резко спорт негізі қойғаны болмайды деген негізі. Негізі болмайды деген. Тез зашын қоя салға ше. Салмақ кетті. Организм шок болды ма бауырым? Организм шок болды. Не болып жатыр деп? Қазір Асқат братандар қазір кішкене идея тастап жатыр енді. 84 көрейік деген. 84? 84 вообще күшті болатын сияқты саған. Соны көрейік деген сондай қазір. Бұйырса. Бұйырса Алла қаласа. Ау. Енді аяқта екінші ойын бар да. Аюға Оңыз кеттік мұ жігерді. Оның лақабаты айнадан көресің. Кейін көрсетен қазір. Енді сіз любительскийде бокста өнер көрсеттіңіз кезінде. Мүмкін осы мен атаған адамдардың ішіне мүмкін сіздің кумиріңіз болған шығар, солардың жекпе-жектерін көріп мүмкін боксқа келген шығарсыз. Енді қазір мен сізге екі қазақтың боксшысын айтам. Сол боксшысын енді біреуін айтасыз, дальше кете береді, бір-бірден таңдап біреуін таңдайсың ғой. Түсінім аға. Ең бірінші бастаса Василий Жиров, Әділбек Ниязымбетов. Василий Жиров қой. Велла. Василий Жиров, Ермахан Ибраимов. Жиров. Василий Жиров, Бақыт Сәрсекбаев. Жиров. Василий Жиров, Серік Қонақбаев. Қонақбаев қой. Серік Қонақбаев, Бахтияр Артаев. Артаев. Бахтияр Артаев, Данияр Елеусінов. Артаев, Ганза Артаев қой. Бахтияр Артаев, Геннадий Головкин. Артаев. Бахтияр Артаев, Жәнібек Әлімханұлы. Артаев. Бахтияр Артаев, Серік Сәпиев. Артаев. Базар. Сіздің Бахтияр Артаев кумиріңіз болды деп білемін өзім. Жоқ, кумирі болды. Бірақ ол қарашы 2004 жалғыз алтын бүкіл вид спорта. Еще еркекше жүреді ғой брат. Конкретно айтатын нәрсені, наверное, не тұр, прям айтады ғой. Андай қорқымнан ана бүйтіп кетеді, ондай жоқ та. Таза жігітше жүреді. Таза жігітше жүреді. Соусына ризамын ғой. Еще Велла Баркер деген. Қазір араласасың ба? Жоқ, брат, ондай араласпаймыз енді, бірақ ондай көрген жерде ішінде. Ол кез Қызылорда жаз. Қызылордада. Аха федерацияның бастығы. Бахтияр Артаевпен бірге жаттығулар жасап едіңіз, или бірге жүріп едіңіз? Жоқ, бірге онда жүріп, ол бізден ол әлдеқайда үлкен 83-тер болар. Негізі енді кішкентай кезіңізде, жоқ, оны көрген. кезіңізде ол кезде 2004-те Олимпиада біз Шигол баламыз ғой, телевизор қарап отырған баламыз. Сол кезден бастап оны білемін да, бірақ оның историясын білемін, Олимпиадаға былай қалай барғанын, оны Олимпиадаға апармайын деп еді ғой негізі. Енді ол спортшы әр бокста мысалы жүрген қазақ спортшылардың ішінде ол кісіні мойындайды ғой негізі. Ол кісінің жасаған нәрсесін біраз спорт жасай алмайды, сөздің шыны керек. Атақ андай тіп не алатын болса қазір вообще жоғарыда отыратын еді, брат, егер. Ондай жоқ қой, ол сөздің шыны керек. Тіке айтамайтын болса. Біздің заман сондай болып кетті ғой қазір. Зу ететін болсаң жоғарыда отырасың. Бірақ ол өзінің сондай мінезімен, Аллахтың қалауымен жігіттердің төресі ғой, сөздің шыны керек. Енді сенің арманыңдағы жекпе-жек кіммен?
армандағы айта бер кез келген UFC арманда жоқ UFC емес братан мен арманым знаю ғой сол бір апта болды сол 84-ке салмақ түсіру деген ше жоқ түсіресің түсіру аға Камуковпен братан Калмыков аха есені қайтару біраз жота мен өте алмай жүр содан көбісі содан ол да мощный негізі жақсы жоқ мойындаймыз мықты көрдің ғой азаматтың қалай боксасқанын немесе азамат боксер жігіттердің бірі ал анау таэквондодан шыққан жігіт сол қазіргі жоспарыңдағы жекпе-жектердің бірі 84-ке түсіріп алла қаласа ниетіңе жет бауырым еңбектен бұйырса ол жекпе-жек егер шын ниетпен қалайтын болсаң ол алыс емес деп ойлаймын сен үшін ол жасап бере алады өйткені қолда тұрған нәрсе Дәулет мырза сіздің арманыңыздағы жекпе-жектердің бірі мен арманымдағы жекпе-жек деп айтпай ақ қояйын жүрегімде сақталып қалғандай жара дейді ғой сондай жекпе-жек өздеріңіз білесіздер бір шакал жаңағы спатес құрып жіберген болатын иттік жасап ол жерде негізі күресетін жаңағы ойын кезінде ғой сонымен жігіттілік істеп жаңағы неге шақырған болатын рингқа что-то шығамыз деген что-то ақшасын көп сұрады қандай ақша деген пландарым көп болды негізінде қазір айтып болсын ойында содан сол жігітпен бір енді көп айтады ғой енді неге көшеде ала салмайсың анау мынау деп ол айтқанға оңай да қанша дегенмен енді қазір мен барып көшеде ұрсам ол заң бар деген сияқты енді қазір қиын да ол жағын айтып отыру түсіндіру де қиын сол үшін мен честно как положено жігіт ретінде вызып тастап жаңағы өзінің тірлігі үшін рингта сабағым келеді және смело сабай аламын деп өзім гарантия да бере аламын егер сол жекпе-жек болатын болса соны енді шыны керек біраз кісілерге де хабарластық қой жасап беріңіздер деп ол Дәулет негізі сен үшін ауыр темалардың бірі ғой негізі сол егер басынан оралатын болсақ не болды сен өзің қалай сезіндің ол жерде енді бұл жайтты мен бірінші рет айтып отырмын осы подкастта ешкім айтпаған білмейді да не болғанша ол жерде енді батырбол сияқты ойын баскетбол күресесің и сеткаға доп саласың очко аласың сөйтіп сол жақтан біз Қазақстан атынан бардық бір 5-6 жігіт қана 6 жігіт қана бардық сол ойнап жатқан кезде бізге айтқан болатын мен судьядан сұраған болатынмын батырболды ойнаймыз ғой біз сол кезде айтатын егер доп жаңағы қарсыласта болса қадауға бола ма деген сұрақ лақтыра берген болады деп сосын күресіп жатыр біз бір очкома қалып келаттық уже ақырын басталды соны жаңағы доп жаңағы кімде оқып қалды да шапқалда иә сосын мен реакция ғой артынан ұстайсың да допты алу үшін лақтыра салып жаңағы допқа жүгіру ғой менің мақсатым енді ойын болғаннан кейін шын ақ көңілмен ойнап отырық қой бізде сосын лақтырған кезде лақтырып тастаймын сол кезде мен ұстап қалып итеріп жүрген моментім бар ғой сол моментті көбісі айтады да сен өзің бір жерін қысып итеріп жібердің ғой деген сияқты ше мен лақтырған кезде ол маған боғау сөз айтты да жаңағы бірдеңе деп ше сосын мен түсінбей қалдым да итеріп жіберіп енді бұл ойын ғой деген сияқты айтайын деген ғой негізінде сондай ниетпен иә негізі андай ұрады деген ойда болған жоқ енді сол кезде жаңағы спатеш құрған жаққа тисе ладно ғой кішкене құлайсың или бірдеңе есеңгірейсің да қайтып ерегесіп бірдеңе істеп өзіңдікін алып кетесің да енді білмеймін өзіме бір сондай нәрсе болып тұр ма білмейсің ғой енді тура ана сонный артерияға тиеді көбі шапалақ дейді ғой шапалақтан ешкім ұйықтамайды бауырлар мынадан тиген өзі видеода қарасаң тиген сол кезде құлағанмын ғой енді есімді білмеймін ұйықтағанмын ғой мына конкретно айтқанда и шүйдеме түскен кезде оянып кеткенмін ғой резко ал негізінде ұйықтап қала салғаным жақсы еді да негізінде жатып қалсам мен резко тұрып кеткен бірақ боецтардың бәрі білу керек нокаут алған құлаған балалар адам сол жерде есін жоғалтып алады менде андай вспышка ғой бір көзімді ашам бір ерегес болып жатыр көзімді ашам скорый помощьта жатырмын көзімді ашам гостиницада бірақ оянамын ғой не болды жігіттер анау балалардан ақылдасып сұраймын не болды десем осындай жағдай да ну қойшы брат мә брат давай осы кездесейік анау мынау қазір кешке аэропорт ұшамыз оның үстіне оның үстіне жаңа сен қол бердің ғой дейді қалай қол бердім мен білмеймін солай қол беріп қойдым сосын анандай ғой жаңағы мен құлаған кезде бір 10 минутта арасында тұрған кезде балалар енді ойлаған ғой мен состоянием нормальный депші
жақсы енді тұрып жүргеннен кейін бүйтіп жүргеннен кейін олар да ойлаған ғой не болып қалғанын түсінбей қалған. Жаңа анау келген анау мына қол бер деген ғой. Жаңа камерада. Ана жерде менің түрімде көрініп тұр ғой. Мен ол вообще есімде жоқ қой енді. Мынау маған қол беріп жатыр. Сыйластық жасап жатыр ма деген сияқты. Ана кім ұрғанын да білмеймін ғой. Қолымды беремін. Андай несің ғой? Трупсың ғой, короче. Зомбисің ғой. Түс көргенде иә. Денең қимылдайды, бірақ сен миың жұмыс істемейді. Вот сол нәрсе менің жүрегіме қатты тиеді да. Неге мен сондай нәрсеге түсіп қалды депші. Неге сол жерде бізде намыс бар ғой, егер сондай нәрсе болып жатса, тегін ұрып жатса, көшеде де көріп жүр, біреу ұрып кетсе, по-любому ответкісін бересің да. И жаңа есімді жоғалтып алдым, шыны керек, оны айтып жеткізе алмайды ол. Түсінетін адам түсінеді, шыны керек. Көбім жаңа қазақтар жазған кезде той ішің ашиды, кейде жүрегің одан ары бүйтіп жаңа өзіңді жей бастайсың, жазады ғой біздің хейтерлар мықты ғой. Анау тұра сап қолыңды бердің, анау мына мешоксың сен, бір шапалақ ұйықтап қалдың деген сияқты. Басында сондай хейтерлар қарап тұрдыңдар сен. Жедімші мен деші, неге депші. Кейіннен келе жатсам, елдер жазады, ештеңесі кетпейді, бірақ мен ауыр болады екен да. Ойладым, қош болды. Ана бір сөз бар ғой, ұмытып кетті демесін, бірақ по-любому көтіңді айырам деген бар ғой. Вот менде де сондай мақсат түсіндім. Уақыт келеді, конкретно мен оны бопты деп жібере салмаймын, ол менің мына жерімде сақталып тұр. Түбі қайтатын нәрсе. Әйтеуір түбі бір қайтатын нәрсе ол. Может, ертең болмаса да, бүрсігүні болмаса да, 1 жыл, 2 жыл, 3 жылдың ішінде ол по-любому кездестіреді бізді. Мен сол үшін негізі жекпе-жек төбелескім негізі қатты келмейді, шынымды айтсам. Мен өзім кино саласында жүріп, өзім спортымды дамытып жүре бергім келеді. Бірақ осындай жағдай мені жеткізіп жатыр да. Не үшін мен Періспен бойды келістім. Маған ол Періспен Хайбати шыны керек ауыр да, ауыр жекпе-жек болады. Өзім түсініп тұрмын, мощный дайындық керек. Бірақ мен өзім сезем да, егер сондай нәрселерден өтпесем, мен оған жете алмаймын. Дұрыс айтасың. Оған бұл бой керек емес. Мен танымайды да, ол жақта шыны керек қой. Мен Дәулет деген кім екенімді білмейді ғой. Ал егер мен сөйтіп жаңағы осы жекпе-жекті ұтып, БМФ пояс деп жатырмын, егер Перісті ұту үшін барымды саламын да, тоже ана жағдайға жету үшін. Поясты ұтып алғаннан кейін уже менде возможностьтар көбейеді. Что там, менде пояс бар. Давай салайық ортаға деген сияқты. Ол кезде де оған да қызығушылық болады деген ойдамын. Сол үшін сондай мақсатта жүрмін қазір. Бірақ ол нәрсе сенің жүрегіңде, ішіңде тұрған нәрсе да, кек қайтару. Кек қайтару деген нәрсе ол бар. Мен оны бүйтіп жібере алмаймын. Дұрыс. Мен түсінемін, егер мен сияқты спортқа түсіп, мысалы жекпе-жекке шығып, нокаутқа түсіп қалсаң, ол жерде түсінікті да, ол дұрыс баю. Ол жерде түсінікті нәрсе да, ол нокаутқа түсіп қалдым, мен өзім шықтым, өзім төбелестім. Бірақ енді мынандай жерден кейін кішкене шакалдық жасап отқаннан кейін, ол әрбір жігіттің намысына тиетін нәрсе да, сөздің шыны керек. Сонда бола ма братан нокаутқа түскен? Көшеде ма? Спортта. Жоқ, спортта мен өмірімде бірінші рет сөйтіп ұйықтап тастаған, мен сөздің шыны керек. Осы жерде жұман айта кетші халыққа. Ол есіңді қалай ол оңай нәрсе емес, жігіттер. Мен естерімде болса, осыдан бір 5 жыл бұрын 6 жыл бұрын қатты нокаутқа түскем. Былай құшағымды ашып түстім ғой кәдімгідей. Есімде жоқ болып қалған жоқ қандай. Былай тигенін білем, найзаға жарқ ете қалды да, қарасайшы, мен құладым и бассейнде жүрмін, түсіндің ба? Бассейнде жүрмін. Бірақ осы жекпе-жектің алдында Вадим Малыгин деген болған. Мен белбеуге таласқан кезде ол жігіт нокаут болып отқан. Мен ол жігіт менің жанымда жүгіріп жүр ғой, Вадим Малыгин деген. Мен өзім шокпын, түсіндің ба? Анан қараймын, анау жанымда жүр, көзімді ашып қаламын, раздевалкада отырмын ғой. Раздевалкада отырмын прям. Адамдар талпа жаным, врач келіп алған, уколын алып алған, салайын деп отыр, жола ма? Не істейін деп жатсың маған? Есім білмеймін, түсіндің ба? Мен ойладым, бассейннен шықтым, құлап қалдым. Есімнен танып қалдым, көзімді ашып, раздевалкада отырмын. Жекпе-жек болған. Жекпе-жек болған білмеймін, жаңа Дәулет айтқандай, әшейін түс қой мен әшейін. Бір көзімді ашамын, біресе больницада жүрмін, бір көзімді ашамын, біресе достарым арасында, бір көзімді ашамын, бір үйде жүрмін ғой. Сосын мен больницаға бардым, примерно 1,5 сағат өтті, 1,5 сағаттан кейін жаймен есіме түсе бастады, үйге келе жатқанда машинаның артында. Інім машинаның алдында айдап бара жатыр, телефон ештеңе жоқ. Мен айтамын, не болды маған? Анау жылап бара жатыр, өзі айдап бара жатыр. Сосын жаймен Аллахтың қалауымен есіме түсе бастады. Жекпе-жек барысы есіме түсті ғой. Сосын мен сұрадым, мен нокаутқа түстім ба дедім, нокаутқа. Былай отырдым да, еңіреп жыладым, Аллах куә. Еңіреп жыладым кәдімгідей, ойлашы. Сол секілді жігіттер, ол ойнайтын нәрсе емес, ол өте қиын нәрсе. Сөйтіп 3 күн бұрын дежавю мен артқа кетіп қалдым ғой, нокаутқа түсіп. 3 күн бұрын бассейнге барғам, сол артқа кетіп қалғам ғой, нокаутқа түскен кезде, ойлашы. Сол секілді білмейсің түсті ол.
Ол енді мен мойындаймын, жігітше мойындаймын, базар жоқ, келді, ұйықтатты, қорылдатып кетті, чемпион болып кетті и все. Бірақ енді Дәулеттің мысалы мәселесіне келетін болсаң, ол жерде нағыз. Мысалы сөздің шыны керек, сен көшеде сөйлесіп тұрсың, дыңқ еткістен түк істей алмадың да, түсіндің бе, өзің көрсете алмадың. Сол сияқты намысқа тиетін нәрсе ғой. Любой жігіттің жүрегіне тиетін нәрселердің бірі, ол Дәулет, мен қатты түсініп отырмын. Сол секілді қатты сөгудің қажеті жоқ. Жігіттер оның жеке басыңа келмей, сен оны сен түсінбейсің, мен сен сөзін айтайын. Сен Дәулеттің киімін алып, аяқ киімін алып жүріп көрсетесің, барып басыңа келгенде түсінесің ғой нәрсені. Сол секілді мен ойлаймын, мүмкін емес нәрсе емес жоқ деймін да, мен ол жекпе-жекті ұйымдастыруға болады. Жаңағыдай айтып өткенде өзің барың салып, егер жаңа белбеу ұтып алатын болсаң, оның саған назар аударады деген сенімдемін. Сол мақсат болып тұр. Олай еңсең қатты түспесін бауырым деп қуатса. Басында андай өзім іштей жек қалдым да, видео шыққан кезде ана жерде шыны керек өзімде намыстандым да. Мен денем өзім ақталмай қойыншы, ана жерде видеода көрініп тұр ғой, барып шорт құсап мен деп қолымды беріп тұрған Дәулет, ол мен емес екен, ерім ауырып тұр да, неге өзімді іштей жеп жаңағындай бір жоғалтып алдымша. Ауырып жатып қалдым, короче. Неге депші, балаларға звондап қайттан ситуацияны сұраймын ғой. Аюдан сұрасам, Дәулет, сен тұра қап, анау мен төбелесем деп айттың ғой дейді да. Қойшы деймін ғой. Соны Аюда айтады да. Жоқ, брат, сен андай не болсын деп нетіп жүрдің кәдімгідей. Жейсің ғой, шыны керек іштей жейсің. Ана адамдар қазақтар жазаған кезде вообще бас кетеді ғой. Сол нәрсе жейді ғой негізі. Ладно, басқа мемлекеттер жазса дейсің ғой. Өз қазағың өзіңді жеген кезде ең ауыр сол екен да. Ең қиын сол. Мен де нокаутқа түсіп көретін болсаңдар, бауырым, қазір шыққаннан көресің, ашып тастым, бүйтіп қолым бүйтіп үстімен шықты, үш рет ұрады, короче. Камерада ева, брат, әдем ұладың ғой дейді. Жо, мен оны анада сендер матча мен ерегісі қалдыңдар ғой. Мен сол кезде сол ғой, сол. Сөйтіп жа жүрген қазақтар өзін ева, брат, әдем ұладың ғой дейді. Өзін нокаутта жатыр бірге. Сол намысқа тиетін нәрсе да, көп қой нәрселер. Нокаутқа братым, боксер мысалы, біраз қатысам, көбісі құлағандай ойлаймын негізі. Көп адам. Мен өзім бір жарыста, бір раундта 3 рет құлағым Абай Төлештен. 3 рет құлағым, юнош кезінде ше, Қостанайда. Ол дұрыс, ол спорт қой, ол спорт. Спорт ол. Енді сен оны осознанно келдің ғой, нәрсеге түсіндің, ол нәрсе болады. Сен әлі алдағы жоспарын, ертең сен жекпе-жегіңде не болатынын бір Құдай біледі. Бірақ сен миыңмен дайындалып келдің ғой нәрсеге. Мен кез келген сәтте соңына дейін барам деген. Менде де сондай нәрсе ғой спортта. Бірақ мен айтарым да жастарға, қазір немесе спорт бастап жатқан жастарға айтарым, ол спорт ретінде қабылда да, бірақ сен оны шынайы өмірмен шатастырма ешқашан. Егер Аллах сен шын өмірді сындыратын болса, сен ештеңе емессің, өзі сөздің шыны керек. Спорттан құладың ба? Жігерленесің, сабақ аласың, ары қарай жүресің. Мен одан кейін жаман болып жатқан жоқпын бауырым, сөздің шыны керек. Маған сондай бір сынақ келді да, Аллах тағалада. Мен ол нәрсені көтердім, Аллахқа шүкір. Бірақ мен одан тоқтатпай, қазіргі енді сол жермен деңгейімді, қазір деңгейімді салыстыратын болсаң, жер мен көктей ғой. Сол секілді ғой. Ең бастысы спортта сағынсын да сынсын, бірақ мен өзім айтып жүретін сөздерімнің бірі, өмірде ешқашан Аллах тағалам сағын сындырмасын. Ол сағы сынған адамды қайта өмір сүруге қиын болады. Мен осы жерде бірнеше сұрақтардан да келдім. Осы спортқа байланысты тақырыбы норм или экстрем деген. Енді хит болып жатқан не ғой? Иә. Ең бірінші сұрақтан Дәулет аға сізге қояйын. Норм или экстрем. Сізге бірінші сұрақ қойып жіберейін. Жекпе-жек алдында қобалжу норм или экстрем? Норм ғой. Любой адам қобалжымаса, білмеймін, қобалжымай төбелескен бай еді, сол, может, ол робот шығар. Может, ол адам емес. Жүрегі жоқ ғой. Жүрегін алып тастаған, білмеймін. Мен мықтымын деген адамда ол по-любому қобалжып болады. Өйткені сол жерде қол күрестіріп жатқан жоқсың. Ол жерде неше ұру да мүмкін, тебу де мүмкін. Может, құлақ қалуың да мүмкін. Ойлайсың ғой, короче. Қиын ғой енді. Жаңа айтып өткенде біз ешкім емеспіз ғой. Тайсонның жанында, Тайсонның өзі айтады ғой. Мен рингқа жеткенше қобалжимын дейді. Қатты қорқамын дейді. Кіргеннен кейін ананың көзіне қарағаннан кейін болды дейді. Енді ол спорттық тұрғыда айтып жатыр да, мен Құдайым өзім Құдай сияқты сезінемін дейді. Бірақ ол қате оның ойы, бірақ өзін солай сезініп тұр да, ол мен жеңілмейтін адам сияқты сезінемін дейді көзіне қарағаннан кейін. Бірақ ол жерге барғанша ол Аюда болсын, Дәулетте болсын, менде болсын, ол қобалжу деген нәрсе жақсы нәрсе ол. Ал екінші сұрақты Аю аға сізге. Кездесу алдында салмақ жасамау норм или экстрем? Менде не жоқ қой. Оған бәрі барады. Жалпы мысалы
сіз жеңіл веске мысалы 57-ге төбелесе отырсыз. Примерно. Жоқ, енді 84-ке десе 84-ке мысалы енді шығайын деп жатсыз, салмақ жасамау. Ол 30% бәрі кетеді ғой егер жасамаса. гонорардан кетеді. Гонорар 30% кетеді. Қалай норма? Норма ғой. Норма ғой. Стрём деген қарсы. Норма ғой. Андай бәрібір 30% бересің. По-любому деші. По-любому бересің. Ал үшінші сұрақ Жұман аға өзіңізге келді. 10 келіден астам салмақ қуу сізге норм или стрём? Маған сән ғой жаным. Норма. Маған сән ғой, норма ғой, әшейін. Өмір бақи салмақ қылып келатырмын бауырым. Енді алдағы уақытта мүмкін. Жоқ, енді соңғы 3 жекпе-жегімде мен 70-72 осы салмақтарға төйлеп жүрмін. Өйткені мен түсінуге де болады, жасым 35-те, бұрынғыдай жас емес. Бұрынғыдай сен сияқты жас болатын болса, мен көз жұмып тұрып қуып шығып кете беретін едім. Сол секілді маған нормал. Ал төртінші сұрақ сізге Дәулет аға тағы. Жеңіске жеткеннен кейін қатты қуану норм или стрём? Норм. Норм. Ол енді. Эмоция болды. Бірақ енді дұрыс. Лақтырып кетеді ғой бірдеңе. Таравоз деп. Сетканы баспен соғып, анау октагонда или сетканы тістеп өзбек кісі бір. Жеңген кезде қатты эмоцияға да кетіп қалмау керек та, ол енді средний. Қуанасың, бірақ ощущение күшті ғой, бүкіл ел қарап отыр, сен қолыңды көтеріп отыр, жеңіс құтты болсын деп айтып отырсаң, ол енді бөлек ощущение да. Вообще айтып кетші тәке. Сөзің бөле бердің. Болды. Бөле береді екен. Мен осы нәрсе, мысалы, мен жігіт адам деп айтайыншы, спортқа шығып жүргеннен кейін, осы нәрседегі көп сыналатын негізі адам, ер адам, жеңістен кейін. Көрдің ба? Мен ойымша ол ең мықты адам, ол өзінің эмоциясын ұстай білген адам да, кез келген сәтте. То же самое аюда айтып отыр, көшеде ерегісіп қаламын, бірақ ол эмоциясын ұстайды да, оны залға шақырады. Мысалы, Дәулет жеңгеннен кейін сөйлеу несі бар, ол эмоциясын ұстай алады да, ол білет өзінің күшін қай қабырын баратын. Мен ойлаймын, сол егер ең мықты адам, ол өзінің эмоциясын жасыра білген адам ғой, сөздің шыны керек. Ана боецтер бар ғой енді, ұтады да, короче, нокаут ұтады да. 77-те любойын айырам, маған тең келетін ешкім жоқ деген нәрселер, ол өте қиын нәрселер да. Бұйырса деп сөйлеу керек қой негізінде. Үйіне барып ойланады дейсің, не қойды мен. Эмоция кетіп қалды, братан олар. Сол айтып тұрмын ғой, сол ғой, кез келгенмен дейді, үйге барып списокті ашады, ана өзінің несін көріп. Атып қалдың ғой, братан, білесің, өзіңді чотып қалдың ғой. Бәраз өзі дұрыс емес сөйлеп қойды, негізі өзімді. Сол жындан көт сөйлегенім ғой, братан. Бірақ ол өзікі шықтың ғой, братан. Ал Аюға 5-ші сұрақ сізге келді. Жанкүйерлер тарапынан хейт келу норм или стрём? Негізі хейт болған жақсы шығар негізі. По-любому бәрінде болады, норм ғой. Хейт по-любому болады ғой. Ал 6-шы сұрақ стрём десе. Ал Жұман аға сізге қазақстандық жауынгерлермен төбелесу. Менде осы сияқты тағы бір сұрақ пайда болды да. Қазір әлеуметтік желіден көріп жатыр, мотиватормен араларыңызда конфликт болып жатыр. Қандай датада, қашан, қай жақта болады ойларыңыз, егер алдағы уақыт? Қайсысын жауап берейін деп. Ол қазақтармен норма болмай тұр ғой, егер қазір мотиватормен шығатын болса. Бірақ бұл уақытқа дейін айтып келгем, наматтың белбеуін алғаннан кейін. Мен көрдім да, өзімнің жаңағыдай салмақ дәрежемде кілең қазақтар болды, кілең мықтылар. Сосын мен айттым, ойландым, үйге барып жаттым, бүйтіп мынандай болып кеткен 4-3 топ. Сосын ойландым, қойшы, қазақтармен жетер маған деп. Енді мен 35, сол кезде Айдос қаншада болды? 22 жасар мысалы, арамыз. Көрдім ба, немізде жас дәрежемізде көп та разница. Сол секілді сосын ойладым. Мен лучше жаңағыдай Расул Мирзаев сияқты жұлдыздармен төбелесе берейін. Белбеуді қалдырайын, мен оны қорғамаймын да, қорғауға да ниетім болған жоқ. Сол секілді қалдырған болатын. Сол кезде айтқам, мен қазақтармен төбелеспеймін деп. Бірақ енді мотиватор кішкене қателік жасады. Мен оған высып бастаған жоқпын, бірақ өзінше болып кетті ол. Көп алды өзіне, сөзін шыны керек. Бірақ енді көреміз, ол қазір Мұхит Амантаев қой, сонымен бокс жасады, бұйырса All Stars боксингта июньнің 6-сы. Сол жекпе-жектен кейін мен семен жекпе-жекті қабылдаймын деді, сөзсіз. Отылсын, қазір Анурбектің өзіне айтайын, сен отыл, мен сол жерге рингке шығамын да, мен семен жекпе-жек қабылдайтын боламын. Сен кешегі айтқан сөзің үшін, енді жігітше сөзінде тұрың керексің, сөзін шыны керек. Осы жерде бір нәрсе айта кетейін. Қазақтармен төбелесесің ба, төбелеспейсің ба деген сұрақ көп келеді ғой негізінде. Айтады ғой, плохой нация не бывает, плохой людей бывает деген бір сөз бар ғой. Керемет ше. Егер сенің личностыңа кетіп атса, жаңағы
қатты нәрселер айтып жатса кім болсын шығасың ғой жаңа өзің айтып отқан сондай нәрсе болып тұр ғой сендерде оны өзі біледі ол мен даже көшеде көрейін бар ғой конкретно төбелес күте берсейші болды ғой главное жа жүрмесең болды ғой сол правда екеуінен мұхит братан мен мотиватор қайсысы өзің прогноз айтып жіберсеңіз мен прогноз айта алмаймын бауырым примерно өзің примерно ертең ауа райы жақсы бізде примерно мен ешқандай менсінбеушілік жоқ негізі Ануарбек көбісі ойлайды бокс жасай алмайды деп ода өйткені база бокс ол кезінде жақсы бокс жасаған екеуі де мастер спорт 50-50 международный қой кім енді 50-50 ғой сен кел мен енді мұхит ағамыздың боксын көрген жоқпын менің ойымша мотиваторға 60 мұхит аға 40 беретін сияқты өйткені рингті сезініп алған өткенде 1-2 бойларын көрдім жақсы бокс жасап жүр тоже 60-та 40 деп беремін өзің менікі наоборот 70 кімге ғой мұхитқа ғой 70-те 30 мына мотиватор есіп қойып жүрмесін жоқ дарабоз сияқты 100 болса соның 70-і мен 50-і ол десе жоқ мұхит братан анда мен мұхитты көріп жүрмін братан историясын көремін анау ернұрлармен сүйінбайлармен сборникте ойнап жатыр да сборник бірақ өте жақсы ойнайды енді бауырым сен спарринг бөлек қой өзің білесің ғой жоқ практика ғой братан спарринг енді ол қанша кез келген спортшыдан сұра енді ол спарринг бөлек жекпе-жек бөлек та түсіндің бе тренировка мощность дейді сол сияқты нәрсе бар да бауырым бірақ енді Әнуарбек те мысалы бокстап жүрген балалардың бірі ғой сөздің шыны керек профта мысалы дастанмен төбелесті өзінің қанша кіші баламен мысалы құлаған жоқ қой сөздің шыны керек қанша ұрды мысалы дастанда сол секілді ғой ол мінез жігіттердің бірі ғой Әнуарбектің былай алып тастауға болмайды ғой никак енді мұнда екі тәжірибесі бірдей жас аралығы там 2-3 жас разница бар иә сондай спортшылар келсін деп тұр ғой бұл жерде 6 раунд деп сұрап алды мұхит немесе 4 раунд сұраған бірақ Әнуарбек айтты 6 раунд бокс жасайды деп енді әркімнің өзінің планы болады жекпе-жек көрсетеді сөздің шыны керек ол ештеңе айта алмаймын мен сол үшін айтып отырмын 50-50 келесі сұраққа өтсек Дәулет аға сізге раскрутка барысында жеке өту норм елестіп тұрады бағана айтқанымыздай ол стрём ғой жекеге өту деген ол керек емес енді спорт жағынан нормальный вызов тастау керек деңізші иә чисто спорт жағынан ал Аю аға сізге жарақатқа қарамай кездесуге шығу сіз өзіңіз шыққан шықтым иә сізге норм елестіп тұрады қалай негізі стрём ғой негізі жарақат болса бірақ мен шыққанмын негізі ешкім сау шықпайды көбісі ол просто анандай қаражат жетпей қалады да братан шығып кетесің ғой ол бәріміз сондай болады бауырым сондай негізі шығудың қажеті жоқ жарақат кезде ғой стрём деп тұрсың негізі стрём бұл басыма құйып жүремін ғой ал 9-шы сұрақ Жұман аға сізге басқа құйма родной күшіңді көшеде көрсету норм елестіп тұрады дұрыс емес бірақ енді көрсететін жерлер болады тәубесіне түсіріп қоясың ғой бәріміз енді болды ғой жігіт болғаннан кейін төбелесесің көшеде бірақ өзіңді дәлелдейтін кездер болады да мысалы сен келіп әйеліңмен кетіп бара жатсың әйелің көзінше мысалы сен абыройың түсіруі мүмкін ондай кезде газы басасың ғой сол жерде баталка стрёмно норма ғой екеуін біреу керек ал 10-шы сұраққа келсек үшеуіңізге де бірдей қояйын жекпе-жектен кейін қарсыласыңмен жақын араласу енді норма мен үшін менің ойымша қарсыласқа байланысты егер бүйтіп жаңағы кісі болып бүйтіп отырса ол зачем оны сыйлайсың ал егер күшті болса жаңағы Жұман мен Расулдың жекпе-жегіне қарап сыйластығына қарап отырып тамақ ішуге болады да сол сияқты Ануар мотиватор екеуі ала салу болады да қарапайым ғана нәрсе қарсыласқа байланысты ғой адамгершілігіне байланысты жаңағыдай жақсы адам болса араласып сыйласып отырасың сөйлесесің басқа елден болса апарып 5 бармағын әпересің деген сияқты счетты өзің төлейсің 50-50 деп норм ғой норм мен бәрімен сөйлесемін шыққанның бәрімен сөйлесемін бәрімен сөйлесе бересің ба бәрімен сөйлесемін ал егер ол американец болса жоқ американец бәрі орыс көшеде де сен Аю деп айтамын ғой ешкім өз атыңнан айтпайды растарыңды ауыстыру ойда жоқ па Аю деп жазып қойсың көшедегі Аю қандай көшедегі Аю саяхатта жүреді 10 сұрақты да біттік сіздер енді біздің кумиріміз сіздар тарих жасап жатқан кісілер сіздер
бұны енді көрермендер көрсе, көрермендерге айтарым, осы подкастты көріп, сіздер біраз нәрсе түсінесіздер деп ойлаймын. Рахмет сіздерге осылай сұхбат бөлісіп, сұрақтарға жауап алғаныма рахмет. Жауап алдым яғни негізі. Саған рахмет. Жауап алдым ба негізі? Подкаст шыққаннан кейін мазалап жүрмесең мазалап жүрген сұрақтар бар екен ішінде. Көрермендердің ба? Или сенің ба? Мені, иә. Қазір нормально ма тұр? Иә, нормально. Қызарып кеттім айда білейін. Дұрысқа айтып отыр ғой бауырымызда, сіздерді көріп спортқа келдім деп. Осындай інілеріміз түзу жолға түссе, өзіне бір деқ қалады екенсің да. Мен айтып өттім ғой, жаңа басында таныстырып өттім ғой. Айнадан көресің деп. Қазір көрсетіп болғанмын сендерге. Эмоция шыққан. Бұл жігіттің лақабаты масқара енді ол. Айнадан көресің деген. Құрметті көрермендер, бұйырса жақын арада осы подкастымыз YouTube арнасына шығатын болады. Бізді қолдаңыздар, қазақ бауырларда. Сендерге жігіттер алда келе жатқан. Бауырым, жекпе-жек қашан еді сендер? 3 май. 3 май. Бір ай ғана қалды ғой. Ана кімді шығады, братан, иә? Табында шығады, табын, братан. Баука, Баука, мен роднойым шығады ғой мен. Баука табын бұйырса бүкіл недегі станция шымалғанын бәрін жинап келейін деп тұр ғой. Аренадан толтырам деп тұр ғой, 2 апта уже менің фанаттар деп тұр ғой, иншалла. Бұл карт чисто алматинский ойын деп тұр ғой. Алматылық жігіттер. Сырым Бектұрсын, Елжан Алиасқар, Баука. Тараский бар. Жоқ, негізі айтады осы Алматыда жаттығатын жігіттер айтады. Аю қатты қалды екен өзіне. Зато сен бүкіл алматылықтар ғой. Кішігірім анонс. Найза. Құрметті достар, бұйырса 3 май күні бізді қолдаңыздар, қазақ батырларын қолдаңыздар. Сіздердің поддержкаларыңыз керек. Сол үшін сіздерді күтеміз. Билет алып, поддержка жасаңыздар. Қай жерде болады? Балуан Шолақта болады, Алматыда. Сағат қаншада басталады, братан? 4-те басталады. Аю өзің қуан. Сағат 11-де қайтады. Аю өзің қарсыласында білмейді кіммен көріседі. Жоқ, бүгін сон школы бар дейді ғой. Асқат сұрап атқан, братан сұрап атқан, жіберші, көрейші деп ше. Енді білетін боламыз қазір Аюдың кіммен шығатынын. Жігіттер, жарақатсыз керемет жекпе-жек өткізуге шын жүректен тілектеспіз. Ең бастысы жеңіс. Әрқашан қазақ батырларын, қазақ спортшыларын қорғаңыздар. Өйткені қазақ елі сіз бізді түсіретіндер сіздерсіздер. Бізді өсіретінде қазақ елі ғой. Осы жерде мақал, бірінді қазақ. Еңбек етсең емерсің дейді. Кім деді қойшы? Еңбек етсең емерсің. Сосын Дұрыс жағынан емсеңдерші. Біріңді қазақ, біріңді көрмесің. Көрмесеңіздің бәрі. Жоқ, бұяқтікі наоборот мақал, братан. Қоян қамыс өлтіреді, жігітті қоян өлтіреді. Осындай сөздер керек қой бізге. Хит болып жатқан сөздер. Енді осы жерден Аюда жіберіңіздер, Аюдан сөз. 3 маусым, иә? Жоқ. Бір қанатты сөздер керек болып отыр бізге. Аю отыр партада. Братан, мен қанат сөздер айта алмаймын, братан. Айтшы, шыратым. Айт, есіңе мал бағып жүргенде есіңе түсіп кеткен жоқ. Біріңді қазақ, бірің дос, көрмесең істің бәрі осы деген. Басыр жоқ. Сөз сіздермен болған Дәулет. Аю деп айтпай қойшы, Бекжан бауырымыз. Және де жігер. Айнадан көресің. Жұмана тағы да бір ойыным бар. Қап кетті тағы бір ойын. Ұмыт кетті. Ұмыт кетті. Бұл жерде сіздер енді қазақтың батырлысыздар, тағы да айтайын, тарих жасап жатсыздар қазіргі таңда енді сіздерге міне батырлардың киімдерін, яғни сауыттарын, қару-жарақтарын көрсетем. Ал сіздер табу керексіздер. Ең бірінші бізде мынандай сурет. Аздан PlayStation ойын қалыпты жүр. Мынау не? Шлемді қойсақ. Шлем. Атау бар. Бір-бірден сұрап шығайын, Дәулет ағай. Бас киім ше? Бас киім. Жоқ, не? Дұлыға. Дұрыс. Бірінші сұрақ. Сен ойымды қоймады қойсың. Не? Екіншісі. Айбалта. 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 Майбалта. Анау саған сайбалта десе. Тұмақ. Тұмағы десе? Нандар көткен сен шайдың ба? Тұмағы десе? Сақия десе? Ұмытқалдық қой мұнан атын. Бұл не? Негізі аяқтап. Міне, таптыңыз. Қалқан? Е. Шоқпар. Дұрыс. Тағы біреу. Асу Зүлфикаров. Қылыш. Тағы бір атау бар. Семсер. Дұрыс. Жаттап алған ғой нанды қойсен. Найза. Найза, дұрыс. Найза, 3 май деп қойып кетсең. Нау садақ. Жанды. Жебе. Дұрыс. Сұрақтарыңыз. Бұл жігіттер отырыңдар конкретно.
как ойындар болса братан тек қана саған көрсетті мен Каспиймен нақты жер деген ғой. Бәрімізге айтты ғой братан. міне саған қаратып отыр ғой братан Ема, родной. бүйтіп бізге көрсетпей саған қаратып отыр Қойшы, жеке өзіне көрсетші. болды әумин міне тағы ойындар болса PlayStationға кеттік та PlayStation. Ойнай алмаймын мен негізі. Көжеде қатты өлсем бірақ. PlayStation қазір тренка бар да тоже жастар Дұрыс. мен сынағым болды Негізі осыны айтып отқан саған сынап. сынадым көрдің ба сынақтан өттің ертең офисқа кел сынаушы біз бітті ма емес ойын? бітті Все, менде соңғы құрметті ойын қазақ елі. Алла разы болсын баршаларыңызға. Бұйырса жақын арада шығатын болады. Вожак Стай. Енді атын өзгертсем ба деп отырмын, Арлан деп. дерзкий Күшті ма? күшті иә Ұнай ма саған Арлан деген? Арлан стайл ма Жоқ, Арлан. Арлан әдемі Вожак стайл деген не болсын жұман саған да көп рахмет осындай подкасттарың жақсы просмотр жинап осындай таза чисто қазақша подкасттар көбейе берсін көрермендерің көп болсын тек қана сәттілік тілейміз алдағы жекпе-жектерге де сәттілік бізде өзіміздің жаңа қырларымыздан ашылып айта алмай жүрген нәрселерімізді айттық рахмет шақырғандарыңызға Алла разы болсын. Аю бауырым, Алла разы болсын. рахмет братан Бұйырса мен 3 күні болам жекпе-жектерінде. Интервью аламын сендерден иншалла. соны алла қаласа Жақсылап дайындалып келіңдер. нәсіп етсе өз сұхбат беріп отырық енді бұйырса алла қаласа бекжан жаңағы қазақ батырларымыздан жеңіс құтты болсын бауырым қалай болды деген сұрақ Алла бұйырса. кел бұйырса Болды. Алла разы ринг болсын. анонсер сен ба братан сол кезде сол Ринг па? Жоқ, мен ринг анонсер емес, андай бірінші раундта алып шығамын. Қазір интервью аламын ғой, бәрібір. саған иншалла. Именно сені идеалетін аламын бұйырса. құдай қаласа 3 күні. микрофон бересің ба қолға Микрофон бермеймін ғой, родной. алдында Петличкамен тұрамын былай. бірінші бойда микрофон ұстап келіп тұр бола ма жоқ бола ма Мен нәмен жұмыс істеймін ғой, родной. Берме дейді, ешкімге бермейсің ғой.